Бәріне сәлем. Бүгін бізде сіздермен куә бол подкаст. Подкасттың концепциясына бір назар аударып кетсек, концепциясы бізде еркін форматта, яғни достардың арасындағы еркін талқылау подкасты болатын. Бізде қызықты сіздерге бір ереже ойлап таптық өзіміздің арамызда. Сіздерге қызықты болады ол. Ол дегеніміз таза қазақша сөйлеуге тырысу. Яғни біздегі тех менеджер Бағдаулет әрбір орысша сөздерді есептеп отыратын болады. Сол орысша сөзді ең көп кім айтады, сол адамға біздегі сіздер, яғни тыңдармандар, бір жаза ойлап табатын болады. Ол жазаны бізге комментарийға жазасыздар. Осы подкасттың астында ең көп лайк жинаған, ең көп қолдау тапқан комментарий, ол бізде сол адам, жазаланған адам сол жазаны орындау керек болады. Ол жазаны ол Telegram каналда орындайтын болады. Telegram канал астында ссылкада тұр. Және де сол жерден сіздер кіріп, ол адамның сол жазасын көре аласыздар. Бірақ ескертуге кететін жайт, ол жазаны сіздерден өтініш барынша қазақи тілге қатысты болса, мысалы қазақтың бір нақыл сөздерін оқу, немесе Абайдың 41-ші қара сөзін оқып шығу деген секілді бір соған ұқсас болса, бәрімізге жақсы болады деп ойлаймыз. Жалғастыра берейік. Енді бүгінгі бізде тақырып табысқа табыну, яғни табыс культі деп те айтайды. Оны орысша айтқанда бірінші орысша сөз кетті, осы жерде культ успеха деп айтады. Екі орысша сөз кетті. Менде жанында әріптестерім Дәулет пен Шыңғыс. Сәлем, сендермен Дәулет. Ұлтым қазақ, бірақ руым қырғыз. Сол, мен сендермен бүгін уайымдамаңдар. Сәлем, мен де әдеттегідей осындамын, Шыңғыс. Табысқа табыну тақырыбына бізге қонақ болып келіп отырған Ақылжан Дүйсенғалиұлы, өзіңді таныстырып кетсең қысқаша. Барлықтарыңа сәлем, менің есімім Ақылжан, мен бүгінгі подкасттың қонағы боламын. Табысты табыскер иегері. Бірнеше тест центр деппін ғой. ОБТ-ға дайындау центрлерінің директоры болған, қазірде бір ОБТ-ға дайындау центрінің директоры. Біз реклама жасамаймыз, сол үшін атын айтпаймыз. Жалғастырайық. Давайте бірінші сұрақ осы жерде. Сендердің ойларынша жетістік дегеніміз не? Мысалы, мен өзімдікін айтып кетейін, бірінші осыдан анықтап алайық. Мен өзімдікін айтып кетейін. Менің ойымша жетістік дегеніміз ол кез келген саладағы адамның сол саланың шыңына жету. Яғни өте аз адамдар ғана жасай алатын бір шың болып табылады. Мысалы, сен дебатта болатын болсаң, көп кубок ұту, мысалы, ол жетістік. Бір турнирға жеңімпаз болуды ол жетістік. Себебі бір ғана адам жасайды ол. Жеңімпаз болуды екі адам ғана жасайды бір турнирда. Ал қалған адамдар мысалы жеңімпаз емес. Сондықтан ол жетістік деп қарайды. Менің ойымша осыны жетістік деген ол бағанағы айтып кеткендей бір шыңға жету. Менің ойымша жетістік деген сәл өзгешелеу болуы мүмкін. Бұл әрине бүгінгі тақырыпқа қатысы болмаса да, қатысы жанама түрде болса да, менің ойымша жетістік әр адамның өзінің бір бөлек өмірінің мәні бар ғой. Мысалы, белгілі бір шында табысқа жетпесе де, кейбіреулердің өмірінің мәні ата-ана болуы мүмкін. Ата-ана болып, баласын дұрыс бағыт беріп, баласын дұрыс бағып, баласының бақытын көріп, баласының күлкісін көріп, баласымен бірге жүру, сол өмірдің мәні деп танитын адамға мүмкін сол жетістік шығар. Белгілі бір сала болмаса да, онда бір аса жетістіктердің критерий болмаса да, солай бір қалайтын адамдар. Мүмкін жалпы айтқым келгені, адамның өмірінің мәні деп табылатын нәрседе өзін бақытты сезіну сол өмірлік жолында. Мен қосатын болсам, жетістік ол мақсатқа жету. Кез келген адамның өмірінде әркім әртүрлі мақсат қояды өміріне. Біреуге үй салу, біреуге көп ақша табу, біреуге чемпион болу, басқа. Бұның бәрі мақсаттар. Сол мақсаттарға жетсең, сен жетістікке жеттің. Сол үшін арманмен ұйықтап, мақсатпен ояныңдар. Ақылжан, сен не ойлайсың? Менің ойымша жалпы жетістік мен үшін не? Жетістік сен жаңағыдай өз-өзіңе көңілің толу деп айталар едім. Егер де сен таңертең оянған кезде немесе кешке ұйқыға батарда сен өткізген уақытыңа, істеген еңбегіңе, жалпы немен айналысқаныңа риза болсаң, менің ойымша адам үшін сол жетістік. Әрине сол үшін де адам өзіне ұнайтын, өзі айналысқысы келетін дүниелермен айналысып, және сол өзіне көңілі толатындай дәрежеде орындаса, менің ойымша осының өзі жетістік. Мен бағана жетістік жайлы ойымды толықтырып кетсем, жетістікке жету ол кез келген жолмен деп қарамаймын. Яғни жетістікке жету ол өзіңнің көңілің толған болу керек, шынымен де өзіңнің ұятыңа сай болу керек. Мысалы, кез келген жолмен ақша көп табу ол не емес, лайықты жол емес.
лайықты жолдар бар ақшаны табуға болатын, иә, жетістікке жетуге болатын. Дәл сондай сияқты лайықты жолдар бар дебатта да отыруға болатын, лайықты жолдар бар көтерілуге, иә, басқа да нәрселерге жасауға. Сондықтан мен да қосып кететін зат бағанадай жетістікке жету ол тек қана шыңға шығу ғана емес, ол өзіңнің ар ұятыңды сақтай отырып, өзіңе лайықты жолды таңдай отырып шыңға шығу. Егер олай болмаса, ол менің ойымша жетістік емес, өз-өзін сату деп те қараймын. Енді келесі нәрсе, осы жерде сендер өздеріңді жетістікке жеткен адам ретінде санайсыңдар ма? Ақылжан, сен өзіңді жетістікке жеткен адам ретінде санайсың ба? Бір-екі бана ОБТ-ға дайындау центрінің директоры болдың, дебатта чемпион болдың, тағы да біраз нәрселерің бар ғой істеген. Олимпиада чемпионы болған. Кстати, осы жерде бір прикол айтып кетейін ба? Ақылжан екеуміз короче деген бір сөз кетті деп өз-өзім санап отырмын ба? 6-шы сөз. Иә, 6-шы сөз ба? Иә. Жарайды. Осы Ақылжан екеуміз неге Waikiki деген нені білесіздер ғой, компанияны, иә? LC Waikiki. Сол жерге жұмысқа кіруге тырысамыз. Мен ол кезде 3-ші курсты бітірген, Ақылжан 2-ші курсты бітірген. Как раз карантин кезі еді. Нағыз карантиннің кезі болатын, 2020-ның жазы. Сол кезде екеуміз Астанаға қайтып келеміз, үйімізге барып, бағанадай карантин кезде үйге жүрді бүкіл студенттерді. Сөйтіп қайтып келеміз, екеуміз бағанадай Waikiki-ге жұмысқа тұруға тырысамыз. Сол кезде бірінші не қыласың? Бірінші резюме толтырасың, екінші этап ол интервью болады, яғни сенімен сөйлеседі жеке қабылдаушы адам. Сол кезде Ақылжан екеумізде сөйлесіп отқан кезде анау кімнің қабылдаушы менеджердің сұрақтары андай біртүрлі болады, андай өте андай бар ғой. Көп саған не қояды да? Директорлық қызметке сияқты. Сондай сияқты. Сіздің ғылыми дәрежеңіз бар ма? Сіз қандай да бір ғылыми жұмыспен айналысқансыз ба? Сондай бір қызық сұрақтар болған. Ал ана жерде айналысатын жұмыс бар болғаны жаңағыдай консультант сияқты болу. Иә, екеуміз киім бүктейтін консультанттар ғой кәдімгі. Сондайға жұмысқа келгенбіз консультант болуға. И бірінші мен кірем интервьюге. Маған андай сұрақтар қояды. Өміріңде ең үлкен жетістігің қандай деген секілді. Мен айтамын, білмеймін, мектепті алтын белгіге бітіргенім шығар деймін. Жарайды деп, молодец деп жазып қояды. Сөйтіп барып, тағы қандай стресс қатты моменттерде осындай шықтың деген сияқты сұрақтар қояды. Мен бір-екі турнирде бағанадай бас судья, бас төреші болғаным жайлы айтып беремін. Әртүрлі бір оқиғалар айтып беріп жатырмын да, көбінесе бағанадай оқуға, сондайға байланысты. Сөйтіп мен шығып кеттім интервьюдан, Ақылжан кірді. Бір кезде кіріп қалмайын ба, бір нәрсе алып айту керек болды, бір қағаз ба қалып кетті деймін. Кіріп қалсам, Ақылжан өзінің олимпиададағы чемпион болғаны, білмеймін, тағы да ассамблеяның бір жиналысы болды деймін, Астанада соған келгені, сондай историялар айтып беріп жатыр да. Ана осы көз банкі болып жатқан кімнің, менеджердің. Осындай қызық история болған. Енді жалғастыра берсең бағана сұрағанды. Иә, егер де шынымен дәл қазір сәтте мен жетістікке адаммын ба немесе жоқпын ба деген сұраққа жауап беретін болсам, жалпы бұл сұраққа жауап беру қиын, иә. Менің ойымша, бір қараған кезде жаңағыдай мен өз-өзіме көңілім толады, өзімнің табысыма, өзімнің қоғамдағы алып отырған орныма, немесе ата-анамның алдында да жаңағыдай достарымның, жалпы ортамның алдында басымды тік ұстап жүретіндей дәрежедемін. Бірақ та жаңағыдай кешке қарай үйге келіп, өзімнің ұялы телефонымды ашып инстаграмға кірген кезде әртүрлі жаңағыдай инстаграмда қолданушылардың жаңағыдай стористарын көрген кезде кішкене сенің жаңағыдай ойың өзгереді. Біреулер күшті үйлерде, біреу Балиде демалып жатады, Малдив аралдарында демалып жатады, иә. Ана кім айтпақшы, иә. Сондай біреулер көлік сыйлап жатады ата-анасына, тағы да басқа бір неше түрлі нәрселер салып жатады. Сол кезде сен кішкене бүйтіп жаңағыдай жерге түсіп, ойбай, мен кіммін? Мен соншама жаңағыдай не істеп жүрмін деп қайтадан өзіңе көп сұрақтарды қоя бастайсың. Қазіргі заманның несі ғой енді, барлық адамдардың немен айналысып жатқаны, не істеп жатқандығы барлығына қол жетімді болып кеткен. Соның кесірінен сен біреудің қол жетімді өмірін көрген кезде жаңағыдай әлі де саған алатын нәрселер, баратын нәрселер, дүниелер көп екенін көресің. Бір жағынан алып қараған кезде, мысалы, менің жасым бар болғаны нешеде өзі? 21 жаста, бір 21 жас үшін жақсы деңгейде сияқты болып көрінеді. Бұлай енді менің осы жетістікке қатысты ой толғаныстарым бір биполярлы емес, көбінесе баланста. Мен былайша айтқан кезде, қысқаша айтқан кезде бір орташа дәрежеде жақсы да емес, не жаман да емес деп жауап беруші едім.
Мен осы сұраққа жауап берсем, негізінен қиын бұл сұраққа жауап беру. Жетістікке жетпеу, жетістікке жеттім деп айту мүмкін емес сияқты. Меніңше білмеймін енді, мен шал болмағам әзірге, бірақ ешқандай адам өмірінің соңына дейін болды, там 45 жасында жетеді. Осымен мен өмірім жетістігіме жеттім деп айтпайды негізінен, өйткені мақсаттар глобальный болады әдетте. Сондықтан да жетістікке жеткен адам деп ешкімді есептемейтін шығар. Бірақ мен өмірден әрқашан ләззат алуға тырысамын. Жалпы әрқашан жас кезімнен бері андай самооценкам төмендеу болғаннан кейін андай әрқашан дұрыс емес, жетпей жатырмын, жетпейді бұның барлығы даму керек анау деп ойладым. Бірақ бір мезетте өзімнің ойым өзгергеннен кейін мен кез келген заттан ләззат алуға тырысамын. И сол үшін де өзімді жақсы, жаман емес, жұмысым бар, үйде кроватьта жатамын, ұйықтаймын, YouTube қараймын деген сияқты. Бұның барлығы жаман емес. Подкастқа жасап жатырық, 129 подписчигіміз бар. Сол үшін мен ләззат алуға тырысамын, бірақ ол тоқтап қалмаймын. То есть бір кішкентай мақсат қоямын, соған жетіп жатсам, уже дәулет молодец деп сөйтіп жүремін. Өйткені маған солай өмір сүру комфортнее және де жеңіл, стресс азырақ болады. Маған солай өмір сүру моделі ұнайды өзіме. Сол үшін мен молодеспін. Осы жерде айтып кететін зат, егер сіздер әлде бізге тіркелмеген болсаңыздар, астындағы тіркелу деген подписаться деп жазылып тұрады енді. Соны басып, колокольчикті басып қойсаңыздар, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің келесі подкасттардың бәрін көріп отыра бересіздер. Енді Шыңғыс сенің қандай? Алдыңғы видеоны 559 адам көрген, бірақ жазылған небәрі 129. Жазылыңдар. Осы жерде жарнама кетіп жатыр екен деп жарнама жасап жіберсең. Мың подписчик болса, Нұрлан Сабуровқа инстаграмға сообщение жазамын, может келеді. В общем, енді жетістікке қатысты өзім ойымды айтып кететін болсам, адамның жетістік жайлы бағалау критерийі әрдайым ортаға байланысты деп ойлаймын. Мысалы, егер де мен енді әртүрлі орталарда болдым, кейбір достарымның орталарында қазіргі менің осы жұмыстағы, осы Астанада жұмыс істеп жүруім, осылай қазіргі жағдайым бір патолог жетістік болып көрінуі мүмкін еді кейбір араласқан адамдар үшін. Себебі небәрі қазір 22 жасында осындай жұмыс істеп Астанада тұрып осылай жүру кейбір орта үшін ол өте үлкен жетістік, ол жерде сен өте қатты бағалайды. Ал кейбір орта үшін мен еш нәрсеге жетпеген адаммын, кейбір орта үшін мен әлі күнге шейін. Сол үшін әртүрлі ортаның бағалау призмасына байланысты секілді деп ойлаймын. Мен өзім қандай призмамен бағалаймын білмеймін, себебі мен бағанағыдай қиын шынымен қазір бағалау беру, дәулет айтқандай бағанағы өмірің соңына дейін сен әлі күнге шейін белгілі бір жетістіктерге қозғалыс аясында боласың ғой. Сондықтан қазір біздің әсіресе жас кезімізде бір қозғалыс турбулентностінде болып жатырық қой. Біз әрдайым бір нәрселер жасап жатырық, жүріп жатырық. Сондықтан нақты айта алмаймын, қазір мен жетістікке жеткен адаммын ба, жетпеген адаммын деп. Бірақ бағанағыдай кейбір бағанағы кейбір достарым призмасынан қарасам өзімді жақсы сезініп қаламын, мен жетістікке жеткенімді. Бірақ басқа бір достарым призмасымен қарасам мен әлі ешкім емес. Сол үшін менде осындай кішкене турбулентностер болып тұрады миымда бағанағыдай. Кейде жеттім, кейде жетпедім деп ойлаймын. Сол үшін де осындай екі жақты. Енді мен өзімдікін айтып кетсем, мен өзімді негізінен жетістікке жеткен жоқпын деп санаймын. Неге? Себебі өйткені жетістікке жету үшін әлі көптеген менде, яғни өмірімде менде әлі уақыт та көп. Өмірім соңына ішіне, өмірім соңы қашан екен білмеймін, бірақ енді уақыт та көп әлі өмірімде. Жас болғаннан кейін және де энергия да бар әлі, мүмкіндіктер де бар. Яғни енді жұмыс істеп басақ, тағы да басқа деген секілді. Осының бәрін есептей келе, менде әлі көп нәрсе істеп тастауға болады. Мен қазіргі барлығына шүкірмін, әлі ешқайсымыз ондай комплекс жоқ сияқты. Бәріміз, мен де осындай өзімнің қазір барыма шүкіршілік етемін. Оның бәрін бағалаймын, оның бәрін құрметтеймін, әрбір қадамдарымды. Бірақ былай қарасам, өмірімнің алдында әлі көп нәрсе күтіп тұрған секілді, әлі көп деген нәрсе істеуге мүмкіншілік бар. Яғни әлі де мен өзімнің бүкіл потенциалымды ашқан жоқпын, бүкіл уақытымды, әлі де уақытым бар. Сондықтан осындай қарай отыра, яғни болашақтағы перспективаларды қарай отыра, мен әлі жетістікке толыққанды жеттім деп өзімді айта алмаймын. Осы жерде бағанағы бері айтып жатырмыз барлығымыз салыстыру, яғни бәріміз салыстырып жатырық қой өзімізді. Мысалы, Ақылжан өзін инстаграммен салыстырады, инстаграмда стористер көру арқылы салыстырады, Шыңғыс өзін достарымен салыстырады. Дәл сондай сияқты әрқайсымызда салыстыру жүреді шынында. Адамның өзінің жеке несі болады, бәріміз айтып отқан өзінің
қалай айтсақ болады, жеке өз-өзін сараптаушы болады, өз-өзін сараптайды жеке, мен жетістікке жеттім ба жетпедім деп іштей, және де қоғаммен салыстыра отырып, яғни қоғам мені бағанағыдай біреулер айтады, сен күштісің, жетістікке жеттің деп айтады, сен крутойсың деп, біреу айтады, сен жетістікке жеткен жоқсың деп, өз-өзіңде бірақ жеткен жоқпын деп те қарайсың. Осы кезде Қазақстанның қоғамы үшін сендер қалай ойлайсыңдар, жетістікке жету деген не Қазақстан қоғамы үшін? Менің ойым былай, менің ойымша Қазақстан қоғамы үшін жетістікке жету ақшамен байланысты. Барлығы жерде ақшамен байланысты. Неге? Себебі мысалы сен қай жерде күшті жерде жұмыс жасап жатсың, оның барлығы маңызды емес, қанша айлығы деп сұрайды. Айлығы көп болатын болса, мысалы там білмеймін 500 мың болатын болса, одан көп болатын болса, сен күшті, молодец дейді. Молодец, мықты жерде жұмыс жасап жатсың дейді. Бірақ андай нәрсесі қызық емес. Сен ол жақта бақыт алып жатсың ба, сен ол жерде дұрыс жұмыспен айналысып жатсың ба, яғни коррупционер емессің ба, басқа жемқор емессің ба, ондай нәрселерді көп сұрай бермейді. Саған сұрайтыны қанша ақшасы. Осылай сен жетістігіңді бағалайды. И бағанадай жетістік, ақшаң көп болып машина алсаң, о молодецсің дейді. Осындай сияқты. Көбінесе менде ақшамен байланысты сияқты болып көрінеді, яғни қарастыру. Дәл қазір менің сезінетінім, біздің мысалы 20 жас пен осы 25 жастағы арасындағы біздің осы жас санатындағы адамдар үшін жетістіктің бір метрикасы, өлшемі жаңағыдай үй сатып алу болып қалған сияқты. Кімнің пәтері бар, сол адам жетістікке жеткен деген сияқты, мысалы мен ойланамын да, мысалы менде де бар ол, мысалы жаңағыдай үй алу керек, пәтер алу керек деген ішкі жаңағыдай дауыс менде де бар. Дегенмен кейде ойланамын, ал мен үй сатып алмай, ай сайын жалдап жүре берсем, осындай бір бөлмелі, екі бөлмелі үйлерді, онда тұрған не бар? Неге мен жаңағыдай көп 20 миллионға, бәленбай миллионға үй сатып алуым керек деген сияқты. Осы жерде жаңағыдай қазақстандық қоғамда әрине нақты бір қатып қалған өлшемдері бар. Жаңағыдай үй алу, көлік алу, одан кейін жаңағыдай қазақстандық қоғам үшін өте тән жаңағыдай осындай уақытта үйлену, уже балалы болып кету деген сияқты жаңағыдай бір сценарий жазып қойған сен үшін, әр кезеңде қандай болу керек деген сияқты рөлдік модельдерді жазып қойған. Қазақстандық қоғамда негізі жаңағыдай өзің сен айтып кеттің ғой, жетістікке жетуді өлшеген кезде ішкі сезім және қоғаммен салыстыру бар. Осы қоғаммен салыстыру мен ішкі сезім әрқашанда бір-бірімен қақтығысқа түсетін сияқты. Сен ішкі сезім келіспейді, қоғам былай дейді, бәрібір де жаңағыдай қоғамға қарсы шыға алмайсың, оған да сәйкес келу керек. Қалай бағана ішкі сезім типа мен үй алмақ қойып жүре берейін деп ойлайсың да, бірақ қоғам саған үй алмасаң сен ешкім емессің деп қарайды, сол ма? Бір өзінің қасындағылардан қатарынан қалып баратқан сияқты сезім болатын сияқты. Түсінікті. Оған қоса кетсек, Қазақстан қоғамы консервативті ғой, қанша дегенмен. Және де ата-анаң және әжелерің, туыстарың, олардың ойы көп жағдайда абсолютті адамдар үшін, балалар үшін, и олардың айтқан заттары сен міндетті түрде істеу керексің, міндетті түрде үй алу керексің, машина, үйленсе, мен мысалы үйленсе 23 жасымда ма? 22 жасымда үйленгем. Жас кеттім деп па. Бірақ ол бәлкім, мен білмеймін. Вот андай сұрақ қойсам, өз-өзіме сұрақ қойдым да, кеше мен қандаймын, мен осы культтің ішінде бармын ба, жоқпын ба, бірақ өз-өзіме психоанализ жасау қиын, сен ол нарративтің ішінде барсың ба, жоқсың ба. Бірақ мен үйленгем, мен де машина алуға тырысам, мен де үй алуға тырысам. Бірақ бұның бәрі қанша дегенмен қоғамның әсерінен, ата-ананың әсерінен. Менің ата-анам өте қатты сондай заттарды қалайды менен. Үй ал, маған айтады мысалы, басқа үйге көшпе, бір өзіне 3 пәтерлі үй сатып ал дейді, сосын көшесің басқа үйге дейді. Оған дейін бізбен тұра бер дейді. Бірақ 3 пәтерлі үйді Астанадан алу деген, ойбай, ол өте оңай емес, тіпті ақылжан сияқты жігіттерге деп ойнап айтамын. Бірақ жалпы, өте қиын 3 пәтерлі үй, ол қанша тұрады білмеймін, енді бір 30 миллионнан көп тұрады шығар, наверное, Және де оған көп еңбек ету керек, Бірақ негізінен ол дұрыс емес, қоғамның ондай адамға деген бір нормалар беру, былай өмір сүр деген сияқты. Мен оны қолдамаймын. Ақылжанды қолдап кетсем, жаңағы сол қазір осы жерде біз тыңдармандарға альтернативті ой туғызғым келеді. Ақылжан айтып жатыр ғой, пәтер жалдап та тұра беруге болады ғой деп. Қазір оның барлығы жақсы дамып жатыр. Каршеринг деген бар, және де енді хоумшеринг деген бар ма білмеймін. Үйді арендаға алу, ол да өте жақсы нәрсе. Сендер жоғары сапалы үйді арендаға алсаңдар болады. Ай сайын
төлеп ол үйге, иә, кез келген уақытта көшіп кете салсаң болады, иә, бір жерге тұрақталып қалмағансың, и ол оңайырақ та шығар, ай сайын сөйтіп үйге төлеу. Мен енді, иә, бұның барлығы әрине сұрақ астына алуға болады, мен айтқан абсолютті дұрыс та емес шығар, бірақ альтернатива әрқашанда бар, и міндетті түрде 10 жыл бойы, 15 жыл бойы ипотека төлеп үй алу деген мысалы оймен жүру міндетті емес. Өйткені сен дәл қазірдің өзінде, мысалы менің кейсімде, былай қарап тұрсаңдар, қазірдің өзінде кетіп қалып жеке пәтерде, тіпті арендаға болсын алып, өзіңнің жеке пространствоңда жақсы көретін личное пространство бар ғой, соны ешкім бұзбай, сол жерде өмір сүруге болады, иә. Бірақ қоғамның осындай саған деген қысымы үлкен. Бірақ мен негізінен бұл тарапта мен тереңірек айта берейін ба, білмеймін, бірақ менен өмірден көп нәрсе қалайды да әлі, в принципе. Бала кезімде мен дисклеймер, ремарка, мен ата-анамды қатты жақсы көрем, оларды сыйлаймын, бірақ олар маған көп нәрсе жасады, олар мені асырады, мен әрқашан мен бала кезімде жақсы киім киетінмін, оларды мен жақсы көрем, материалдық тұрғыдан және тәрбие жағынан да мен жақсы тәрбиелеген шығар, бірақ оларда осындай бір балаға деген қоятын нелері үлкен талаптары. Мысалы мен дзюдоға қатысып, мен орын алатын негізі қалалық деңгейде, облыстық деңгейде орындар алып жүрем, бірақ бірінші орын өте сирек алатынмын, өйткені қиын, менің салмағымда 1-2 мықтап алатын болатын да, мен олар ұта алмаймын. Просто олар мықтырақ менен, бұл өмірдің заңы, мен условно әрқашан 3-ші орынмын, и осы кезде маған бір рет 3-ші орын алған кезде, маған үйде екеуінің біреуі, екі ата-ананың біреуі тұрып, қайта неге 3-ші орын ала бересің дейді. То есть мына сөздің өзі олардың мені жаңағы жетістікке жет, дамы деген бір өздерінше мотивация беру жолы ғой. Бірақ ол мен қатты сындырып тастады. Өйткені мен ол 3-ші орын алған кезде оның өзі мен үшін қаншама еңбек болды, мен үш баланы жеңдім, тек біреуіне ұтылып қалдым условно, мені сол жерде мақтай салса нелер кетеді деп ойлап, сол кезде 13 жасар Дәулетке ол қатты соққы болған, Бірақ осыдан кейін әрине мен тырыссам, мен мектеп кезінде 17-ші жылы үздік оқушы болғам, Астана бойынша ма, или мектеп ішінде ма, есімде жоқ. В общем, сондай бір нем бар менің. Мынандай іліп алатын лента бар. Үздік оқушы 2017 ма, 16 деген. То есть осындай заттар жетістіктерге жету деген болды. Бірақ түбінде мен бір өзімнің миымда бір осындай хоп деген болды да, и жаңа Дәулет пайда болды. И сол Дәулетке қоғамның ойы аса қатты маңызды емес негізінен. Мен әрқашан өзімнің алдыма мақсат қоям, и сол өзімнің қалаған заттарыма жетуге тырысам. И ол өте жақсы жұмыс жасайды. Неге? Өйткені университет кезінде маған ата-анам айтатын, мен дебатқа өте көп уақытымды құрттым университет кезінде. Мен 4 жыл бойы тоқтамай дебатқа бардым. Ковидтің өзінде мен онлайн дебат ойнап жүрдім үйдің ішінде. И осы көп ата-ана тарапынан осуждение, білмеймін қазақша қалай екен. Бұл бір сөз, 3 рет айтсам да бұл бір сөз. Осуждение болды. Неге сен дебат ойнай бересің? Ол саған не беріп жатыр? Бір нәрсе бере ма? Одан да бар жұрттар сияқты официант жұмыс істе, сондай көп қой. Официант жұмыс істеп, біріне ақша тауып, білмеймін, бір бизнес бастап көрсең болады ғой деген сияқты, Бірақ мен осы ойларға қарсы шығып бастадым, Өйткені маған ұнамайды, мен официант болғым келмейді. Және де менің студент кезінде бәлкім ақшам аз болған шығар, бірақ одан қарағанда мен көбірек өте өзіме үлкен ләззат алдым. Дебат ойнап, өзімді қоғамда қалыптастырдым, көптеген жастар Дәулет ағай деп жүреді деген сияқты, өзінің Дәулет Нұрген ағай дейтіндер де бар. Осы заттар менің ішкі өз-өзімдің сезімімді жақсартты, мен өзіме қуанышты болдым, және өз-өзімді мақтан тұттым. Түптің-түбінде ата-аналар да түсінді дебаттың жақсы екенін, өйткені маған дебат жұмыс алып келіп жатыр, дебат мен үшін жақсы инструмент жалпы өмірде, и олардың да ойын өзгерте алдым. И осы зат менің дебатта жетістікке жетіп бастауым, менің өзімнің жаңағы теориямды, егер де мен қоғамның ойы емес, өз ойыммен өмір сүрсем, жақсы бола ма деген сияқты, осы дебатта жетістіктер маған жақсы көрсеткіш болды да, ішкі қалаумен өмір сүрсең бәрі жақсы болады деп, тіпті сені қоғам қабылдайды деген. Сол маған ұнағаннан кейін мен қазір солай өмір сүремін. То есть мен үшін енді мен де қатты айтып жатқан шығармын, кішкене пафос бар шығар, маған әлі де қоғам әсер етуі мүмкін, өйткені мен айтып тұрмын, мен үйленіп тастадым, мен ипотекаға ақша жинап жүрмін, бірақ сонда да менің өз ішкі ойым, психолог бір миымды қопарса түсінетін шығар, бірақ сонда да бұның барлығы менің ойымша, возможно, бұл навязанный, бірақ ол Дәулеттің қалауы, үй алу, Дәулеттің қалауы, дебатта жүре беру, Дәулеттің қалауы подкаст түсіру деген сияқты. И маған осындай модельде өмір сүру өте қатты ұнайды. Маған осындай модель комфортты. Осылай да өмір сүруге болады.
осындай енді кішкене ауырлау жеке факттен кейін кішкене бір фан факт қосып кетейін. Бағана Қазақстандағы жетістікке жайлы Аслан мен осы кезде жақсы түсінеді деп ойлаймын. Бізде Шымкентте негізі барлық отбасыда ең патологик жетістік ол жер үй соғу ғой. Бізде бәрі комнатасын көп бәрі жер үй соғуға тырысады, бәрі жер үй. Шымкентте сол үшін қаптап кеткен кез қала деп айту да қиын, үлкен ауыл сияқты Шымкент. Жер үйлер сондай көп. Бізде әйтеуір барлық адамдармен, таныстармен, үлкен кісілермен, өзің қатарлас балдармен сөйлессең, бәрі әйтеуір үй салуға тырысады, бәрі жағын ақша жинап, жер қарап жүреді, барлық жан-жақ жерде, барған жерде, мына жерде жер қанша тұрады, бағасы қандай деп. Материалдың бағасын сұрап жүреді. Материалдың бағасын сұрап жүреді. Біз жалпы қоғамға байланысты, шынымен адам жетістік бағана айттым ғой, жетістік метрикасы сенің өмір сүретін қоғамға байланысты. Мысалы қазір бізде Астанадағы жастардың бізде жетістік сәл басқашалау, біз кішкене білімге, немесе сәл бір жұмыстарға, немесе сәл бір басқашалау бізде. Сол үшін де сондай кішігірім бір фан факт қосып кеткім келді Шымкентке. Мен қоса салайыншы. Мен 2 жаз бойы карантин кезінде асфальтта жұмыс жасаған қалада асфальтировщик болып, сол кезде менің қасымда оңтүстіктің балалары бірге жұмыс істейтін, Түркістанның балалары, Қызылорданың балалары, кажется, соларға да сәлем. Навряд ли олар тыңдап жатыр мені, бірақ оларға да сәлем. Пипок, пидон, қалайсыңдар? В общем, күлмеңдер, жақсы жігіттер. В общем, олардың да, енді былай қарасаңдар, ол жерде зарплата үлкен емес, және де қиын, енді оларға, мысалы, барлық өміріне, еще плюс олар үйленген бәрі деген сияқты. Бірақ олардың бәрінде де бір-бір үйден бардың, негізі сол Түркістан, Қызылордаларында бәрі бір-бір үй салып тастаған, сондай. То есть олардың да жетістік метрикалар сол үй еді даже. Сол қызық, маған сол қызық болды. Мына жерде қараңдар, бізде бірнеше нені айтып тастадыңдар да осы жерде. Актерлар пайда болып жатыр. Мысалы, ата-ананың балаға қарайтын көзқарасы. Мысалы, барлығымыздың ата-анамыз сондай болған шығар, көбірек сұрайтын бар ғой жетістікке жетуімізді. Мысалы, менің де кішкене кезімде мен 4 алып келсем, қатты ұрыс еститінмін үйде. Жай ғана 4 деген бағаны алып келсем, мен қатты ұрыс еститінмін. Неге? Өйткені мен бәрін 5-ке оқуым керек. Сондай бір не қалыптастырып қойған да үйде, стандарт. И сол стандарт бойынша мен 1-ші класстан бері сол стандартпен жүрдім. Маған негізі бір шетінен ол өте жақсы тиді маған. Өзіме жақсы сабақ болды, себебі мен былайша айтқанда барлық жағдайда мен бар күшімді салып жасайтынмын. Яғни бар күшімді салып оқуға тырысатынмын, бар күшімді салып жасауға тырысатынмын. Яғни қай жерде жүрсең сен жеңімпаз болу керексің деп айтатын маған. Тайгер паретинг деп айтады ана дебатта. Сондай шығар, бірақ қатты ондай емес енді, бірақ соған келеді. Сөйтіп жүрді да маған мен 1-ші класстан бастап 5 алу қиын болған жоқ, былай. Кейде 4 алып қалсам ұрыс еститінмін, сол кезде 4 алып қалсам уайымдап солай қайтатынмын үйге. Солай келдім. Кейбір кезде бір ойлайсың ғой, бір 4-ке шықсам не болыпты деген сияқты, 4 алсам не болыпты деген сияқты. Бір ештеңе қылмайды ғой. Бір 4 алып көрейінші деп. Бір 4 пен 5-пен оқысам ештеңе қылмайды ғой дегендей. Сәл қиналмай ақ қояйыншы дегендей сондай ой келеді ғой. Бірақ жоқ, бәрібір сен 5-ке оқу керексің деп. Менде сол жаңа мектеп ауыстырғанбыз 4-ші класста. Мысалы сол кезде мен жаңа мектеп болғаннан кейін қиын болды маған адаптацияға. Сол кездерде мен басында 4 шығып жүретін 1-ші 90-дарда. Сол кезде қатты қиын болатын, өйткені маған үйге келемін, сен 5-ке оқып келдің ғой, осы сыныптарға үшін неге сен 4-ке шығып бастадың деген сияқты қалады да. Одан кейін мен мектепке барамын. Мектепте мұғалімдермен мойындағысы келмейді, себебі енді басқа мектептен келгенсің, тағы да басқа. Сонымен ой жақтарда осындай қиыншыл моменттер болған. Осы қиын моменттерде бағанадай сол кезде келген бағана ойлар. Неге 4-ке оқып жүре берген болмайды деген секілді. Бірақ маған 2 есе көп күш салу керек болды, әйтеуір. Солай кейін 5-ке шығып былай туралап алдым. Жалпы бірақ сондай моменттер көп болатын. Бірақ менің інім болатын, туған інім. Оған да дәл сондай талап қойылатын, бірақ ол талапты орындай алмайтын. Ол мысалы барлық сабағын 5 қыламайтын, ол 4 алып жүре беретін, қанша ұрыс оған, қанша басқада отырыс қойып сабақ оқы деп қинап, оны бір бөлмеге кіргізіп жіберетін, бар сабағын оқып, нормально қылып шық деген сияқты сөйтіп жасайтын. Бірақ ол бәрібір оған ілесе алмады. Сөйтті де бір кезде ата-анам түсінді, оған ондай талап жүрмейтіндігін. Оған айтты: бастысы 3-ке шықпа, білмеймін, 3 болса да әйтеуір білмеймін, өзің артында жазылып жүрші әйтеуір деген секілді. Дұрыстап 3 болды деген секілді да. Оны түсінді да, оның икемі сабақты жақсы оқуында емес, оның икемі басқада деген секілді. Яғни осылай түсіне алды солайша. Сондықтан талап та өзгере бастады. Мысалы барлығында ата-аналары талап ретінде балаларға қоятыны: сабағың 5 болу керек, қай жерге барсаң жеңімпаз болуың керек. Ол маған да қойылатын да. Осы тұста бір ой қосып кете салайыншы осыған. Шынымен білмеймін, мен психолог
психологиясы, бірақ психологтар айтады баланың белгілі бір жетістіктерін орысшасы қоса салай, кешірім сұраймын, обесценивать етпеу керек деп айтады. Мысалы, егер де сен құнсыздандырмау керек. Бәрекелді, құнсыздандырмау керек деп айтады. Сол негізі ата-ананың бір ойлау ойы балаларға да түбіне баланың санасына да транслироваться етіп қалып қалды баланың санасында. Мысалы, егер де біз 4 алып келеміз, тырысамыз, ол бағанағы немесе дәулет 3-ші орынға қатты тырысады, еңбектенеді, келесің ата-анаң сенің сол жетістігіңді мақтап, келесі жолы енді жақсырақ тырыс деп айтудың орнына, неге 4 ала бересің деп сенің бүкіл осы уақытқа дейін жасаған еңбегіңді құнсыздандырып тастайды. Еще сол моментте класстың жартысы 3 алған. Иә. Бірақ осы кезде ата-ананың осы құнсыздану, жеткен жетістікті құнсыздандыруы біздің ойымызға да өзімізге қалып қалады да. Ертең кейін болашақ өмірде бір жетістіктерге жетіп жатсақ та біз өзіміз жей беретін сияқтымыз құнсыздандырып. Бұл әлі үшін жеткіліксіз, әлі де жасауымыз керек деп. Менің ойымша біз кішігірім қазіргі жасап жатқан еңбектерімізді бағалай білуіміз керек деп ойлаймын. Осы мүмкін білмеймін, сол ата-анадан қалып қалған трансляция шығар бәрімізде, өзімізді бағана Ақылжан айтады, өзімді күніге кейде кешке келіп ойланамын деген секілді, мен не істеп жүрмін деген секілді. Сол бәлкім содан қалып қалған шығар ата-ананың құнсыздандыруын. Бірақ мен оны жаман деп те санамаймын бір шетінен. Өз-өзіңді де құнсыздандырып үйрену керек секілді. Себебі мотивация деген нәрсе адамдардың көбісі жетіспейді қазір. Объективті түрде болу керек. Көбісінен жетіспейді, яғни қой берші деп жата береді, менде мотивация жоқ істеуге дейді да. Өйткені мен ананы жасадым, мынаны жасадым деп жүре береді олар. Қойшы, мен жұмыс жасап жатырмын деп ойлайды ше. Бірақ олар шығып, мысалы, демалыс күндерінде подкаст түсірсе болады дейді да бір. Топовый жетістік. Бәріміз бала шағымызға қайтып келіп жатырмық қой. Ақылжанның да ойын естейік. Ақылжанды білмейді ғой ешкім. Қалай оның ода қандай ситуация болды саған? Ой, гений ол. Осы тұста негізі жаңағыдай мен мына подкастты қазір отбасылық чатқа жіберемін дайын болғаннан кейін олар міндетті түрде қарайды. Мен айта кететін нәрсе, мен жаңағыдай ойлап қалмаңыздар, менің өз-өзімді жеу негізі мүлдем ата-анамның қатысы жоқ. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап ата-анам жаңағыдай менің айналысатын істеріме немесе алып жатқан деңгейлеріме, бағаларыма бір сын айтып құнсыздандырмаған ешқашан да. Мысалы, қандай бақытты бала. Шын айтамын, мен бастауышта бүкіл пәнім 5 болған. Мен жазуым қандай екен білесіздер, қандай сұмдық екен. Мен жазуым үшін 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін қазақ тілінен 4-ке шыққым. Бірақ анам да, әкем де оған ештеңе демеген. 5-ші сыныптан бастап ары қарай үлкен қазақ тілінде жазуға қарамайды екен, тілге қарайды екен. Сөйтіп 5 болып кетті барлығы. Мысалы, кейбір пәндер болатын, химия сияқты, химиядан кейде 5, кейде 4 деген сияқты кейбір пәндер болатын. Мысалы, мен оқығым келмейтін физика деген сияқты 4 болатын, бірақ ол кезде мен ешқандай қысым көрмедім. Немесе жаңағы жарыстарға қатысты да тура солай, жарыстардан мысалы кейде 2-ші орын, кейде 3, кейде 1 орын алған кезде маған ешкім сен неге осындай төмен орын алдың, немесе неге ондай деп не істеген жоқ. Бірақ жарыстан орынсыз қайтпайтынмын. Бір қызығы менің ата-анамнан болған әсерден емес та, мен жетістікке ұмтылуым. Барлығы мына дүниеден басталды. Мен кішкентай кезімде ерігіп жүрем. Сыныптасымнан оның жаңағыдай бір өнермен айналысатын естеймін, сондай бір өнер орталығы бар екен. Мен де ерігем да, сонымен бірге барғым келеді. Мен әке-шешеме айтам, барайықшы деп. Олар содан менің қолымнан ұстап апарат. Сөйтіп мен бірден жаңағыдай өнермен айналыса бастадым. Ал бұл жерде, андай жерде неше түрлі адамды көресің да, үйірмелерге барған кезде. Неше түрлі дарынды, неше түрлі талантты орындар алып жатады, жарыстарға барып жатады, Алматы, Астанаға, сабақтары да жақсы. Осылайша мен солармен жаңағыдай салыстырып бастадым. Бастапқы менің қатысатын жарыстарым осындай өнер бағытындағы жарыстар болды. Кейін олимпиада, ғылыми жоба, сондай білім саласына бардым. Сол кезде жаңағыдай жақсы мектептерде оқитын, интеллектуалды мектептерде оқитын балаларға қарап, мен уже Гарвардқа грант ұтып алдым деп 9-ші класста жүретін да. Сол кезде мен қатты соларға қарап былайша айтқан кезде бой түзедім. Бір қызығы менің ата-анам жаңағыдай құнсыздандыру туралы айтып жатсыздар ғой. Әр жетістігіме қуанады. Мысалы, басында енді қалалықтардан аласын, кейін жаңағыдай облыстық деңгейден аласын. Мен сыныптан сыныпқа өткен сайын менің жететін жетістіктерім өз жасыма сай үлкейе берді да, өсе берді. Олар жаңағыдай, олар үшін бұл қалыпты жағдайға айнала бастады бір уақытта. Андай таңғалатын дүние емес, сен орын алдың. Солай болу керек сияқты деп сондай қарай бастады. Менде содан қалыптасқан дүние, мен жылдан жылға мен
мақтанғаным емес, бірақ енді сол тағдырдың жазғаны. Менде жылдан жылға не болады, деңгей көтеріледі, табыс болсын, басқа да деңгейлер, прогресс болады. Менде бір жаңағыдай тоқырау кезеңі немесе бір артқа кету кезеңі ешқашан болмаған, Құдайға шүкір. Содан менде әр жылды бастаған сайын, әр бір жасқа өткен сайын менде ішімнен бір қатты уайым болады, ата-анам мүмкін жаңағыдай қуанбай қалатын шығар деген сияқты ше. Бірақ ата-анам талап етпейді, бірақ мен ішімнен оларды әрқашанда қуантуға тырысамын, әр жыл сайын көтерілуге тырысамын. Осы тұста мысалы қараңдар да, біз барлығымыз қазір бала кезде айтып отырмық қой қайта. Ата-анадан тарапынан бізге қойылатын талаптар бар еді. Одан бөлек, мысалы айналамыздан да талаптар бар еді. Мысалы сен қай кезде ең крутой оқушысың, сол кезде сондай нәрселер болатын, мысалы егер сенің телефоның болса деген моменттер болады бас кезінде, или сен бір қымбат аяқ киім немесе бір киім киіп алсаң, сен солай өзіңді басына крутой санайтынсың. Ол бір 11-ші сыныпқа дейін сондай болған шығар, бір 11-ші сыныптарға дейін. Ал 11-ші сыныптарда сен ұбт-ның нәтижелері, сен қай жерге жақсы оқу орнына кетіп қаласың, немесе грант ұта аласың ба, соған байланысты адамдардың бағанағыдай деңгейін анықтайтын. Қаншалықты кім күшті екендігіне, жетістікке жеткен деп. Мысалы бала кезінде, бас кезінде ол бағанағы айтқан телефонның болмауы немесе онша емес болуы, күшті болуы, ол кәдімгідей айналаңа өзіңе әсер етеді. Мысалы сен барлығы бірдей бір күшті аяқ киім киіп жүреді, хит болып жүретін, бір Air Max дей ма, бір нәрсе деген сияқты бір аяқ киім бір несі болсын, моделі болатын болса, соны киюге тырысады балдардың бәрі. Яғни барлығы үшін мода болып жатыр, содан кейін олар айтады, мама маған да алып берші деп. Мамалары мысалы жағдай жетпейді немесе алып бергісі келмейді, әртүрлі жағдайлармен, сондай болып жатса, ол балалар өздерін былайша айтқанда комплекс сезінетін, яғни мен төменмін деген секілді, мен онша емеспін деген секілді. Менің ойымша ол кездерде осы нәрсені біз қазір айтып өтуіміз керек сияқты, оның бәрі маңызды емес екендігін, яғни адамның жетістігін сенің ата-анаңның алып берген киімі немесе телефоны анықтамайды, өйткені ол үшін сен былайша айтқанда еңбек етпедің. Сен ол үшін ешқандай іс-әрекетің үшін ол бір саған сыйлық болған жоқ. Ол сыйлық болды сенің өзіңе жеке ғана, бірақ сенің ешқандай да жетістігіңді, өмірдегі бір күштілігіңді көрсетпейді. Менің ситуациямда, мен оқыған мектепте тағы артқа кететін болсақ, сол жылдары менің мектебім 9-шы микрорайон деген жерде орналасқан, Астанада. Ол жерде көп ол жерді басқаша аты депутатский район деп, микрорайон деп атайтын. Ол жерде в общем байдың балалары көп болған. Мен сондай балалармен оқыдым. Мен барлығы бай деп айтуға келмейді. Ол жерде бәрінде міндетті түрде соңғы iPhone, күшті аяқ киімдер, оның барлығы болды. Бірақ жеке мен өзім одан қиыншылықтар сезінбедім. Өйткені менің ата-анам да барынша тырысатын мені жақсы киіндіруге, күшті аяқ киім алып беруге. Менің 5 жасымда бір күшті кроссовкем болатын. Бүйтіп аяқпен жерді соғасың, бүйтіп қақ деп соққан кезде светтер жанады. Сонда крутойсың ғой, потолок аяқ киім, түнде далаға шығуға тырысасың. Мен оны білмеймін, түсінетінмін негізінен. Менде андай қиыншылықтар болмайтын. Әрине, менің де iPhone болған қалайтын, менде андай прям iPhone алып беріңдер маған, деп үйде жыламайтын. Бірақ сонда да андай бір iPhone шығыпты, деп iPhone күшті екен, деп бүйтіп айтып қаласың. Сонда да олар бірден болмаса да, мысалы, условно iPhone 7 шыққан кезде менде iPhone 5 болған деген сияқты. То есть жеке менің примерімде ондай қиын болмады. Біз таза Астананың меркасымен орта тап отбасы болдық қой енді. Сондықтан мен қатты қиналдым деп айта алмаймын. Бірақ мен де балаларға жақсы бір тоже қосылып осыны айтқым келеді. Ешқашан да әсіресе жас кезіңде, бала кезінде адамның киінуі, машинасы болуы, үйінің болуы, көптеген осындай заттардың барлығы ол көрсеткіш емес, ешқашан сені неудачник деп көрсетуге, өйткені оның барлығы өмірдің рандомы. Сенің ата-анаң жаман емес, сен де жаман емессің, өмір солай. Бірақ вот өскен кезде осы жерде уже кішкене сұрақ астына алуға болады, мысалы. Мысалы сен 25 жастасың, біреу үй сатып алды, сенде ол үй жоқ, осы жерде мен сұрақ қоя салайыншы, қалай ойлайсыңдар, сендер осы жерде адам қалай қабылдау керек? Типа, оның үйі бар, менің үйімде жоқ, ладно, оған повезло ма, или уже мына жерде ойлану керек пе, типа, менде әлі үй жоқ қой деп, мен не істеп жүрмін деп. Адамның мүмкіндіктеріне қарайтын, яғни ол адам мысалы барынша тырысып жатса, барынша еңбек етіп жатса, менің ойымша ол әлі де сыйластыққа, бағанадай оны қарапайым деңгейдегі қатардағы адам ретінде қарауға, өзінің қатардан қалып жатқан жоқ адам ретінде қарауға лайықты. Себебі енді әркімнің бағана айтқандай өмір ғой, өмір рандом. Мысалы біреудің
біреудің өзінің үйі жоқ, себебі ол бүкіл ақшасын мүмкін бір ауру өзінің туысқанына бере ма, мысалы ата анасына құяды ма, мысалы соны емдеуге құртуы мүмкін. Немесе біреудің үйі жоқ, себебі мүмкін ода жай ғана мүмкіндік болмады мектебінде, жақсы бағанағыдай үйірмелерге қатысуға, күшті жерлерге, курстарға қатысуға мүмкіндігі болмады да, ол грант ұтамады, ол қарапайым жерде жұмыс жасайды, қарапайым айлыққа. Бірақ ол айлығын, ол берекесін кіргізіп, былайша айтқанда, береке деген сөз бар ғой осы жерде, жақсы бір. Берекесін кіргізіп, өзінің үйіне және де өзіне жеткізеді. Яғни оларға жеткілікті осы. Үй болмақ қойсын, олар ипотекада тұрсын, ипотека деп қой, бір жерде квартирант болып тұрсын, бір жерде арендаға тұрсын, немесе бір ата-анасымен тұрсын, ол маңызды емес. Ол бастысы олар өздерін жақсы сезініп жатса, ақшаларын жақсы жаққа құрып жатса, және де ол ары қарай да жұмыс жасай беруге тырысып жатса, ол қатардан қалып жатқан жоқ. Бірақ егер ол тырыспаса, ешқандай нәрсе жасамай, жай ғана жатып шер болатын болса, маған жұмыс жоқ, мен ешкім алғысы келмейді, немесе білмеймін, мен ондай жұмыс істемеймін деп аяғын аспанға көтеріп жатып алатын болса, онда менің ойымша бұл адам уже қатардан қалып бара жатқан адам ретінде қарауға болады. Себебі ол нағыз осы кезде отқа да суға да түсетін кезде, отқа да суға да түсетін кезінде ол не істеп отыр? Оттан қорқып, отқа күйем деп, судан батам деп қорқып отқан адам. Сондықтан ондай адамдарды мен қатты бір көтеріп қарай алмаймын. Ақылжан, Чина, не ойлайсыңдар? Менің ойымша сол Асланға аса бір алып қосарым жоқ. Адам объективті түрде бағалау керек. Шынымен де еңбек етті ме, өзі әрекеттенді ме, жаңағыдай бұйырған нәрсе, бұйырмыс па, әлде мен жетпей қалдым ба деп қарастыру керек деп ойлаймын. Егер де ол тырысып, еңбектеніп бұйырмай қалса, енді солай болған, солай жазылған. Алдында бір Аслан бір жақсы сөз айтқан, біреуге ерте келеді, біреуге кеш келеді деген сияқты. Менің ойымша сен еңбектеніп алға қарай ұмтыла берсең, әйтеуір бір күні бағың, бір күні жаңағыдай несібең келеді. Сондықтан да тоқтамай еңбек ете беру керек деп ойлаймын. Ең бастысы өзіңе мына сұраққа жауап беру керек деп ойлаймын. Мен осы нәрсе үшін қолымнан келгенше бәрін істедім бе деген. Егер қолымнан келгенше бәрін істедім деген сұраққа жауап алсаң, онда өзіңе қанағаттануға болады деп ойлаймын. Ал бірақ егер мен мына кезде ерініп қалдым десе, онда оны дұрыстау керек шығар. Келесі жолы ермеуге, көбірек еңбектенуге. Вот осы жерде студент кезін айтып кетейікші. Осы студент кездері ол көбінесе студент кезі мен осы жас қалай айтады оны, жалпы студент кездері ғой көбінесе осы кезге тап болатын. Яғни ең бірінші сен үлкен өмірге өзің шығасың, енді өзің күресу керек боласың. Осы кезде екі түрлі жақсы не кетеді, екі түрлі жол кетеді. Бірінші, яғни жетістікті анықтау жолы, ол сен қаншалықты бағанадай осы кезде біздің тақырыпқа қатты сай келетін, сен қаншалықты продуктивныйсың, яғни қаншалықты өнімді болып жатсың. Яғни мысалы сен былай жасауы мүмкін. Универде оқисың, одан бөлек сен бір жерлерге курсқа қатысасың, бір жерлерге стажировкаға барасың, осындай сияқты заттардың барлығына барған кезде сен өзіңді жетістікке жеткен адам ретінде санайсың. Ал екінші жолы сенің бағанада машинаң бар, үйің бар, осы да уже жетістікке жеткен адам ретінде қарайды. Өйткені сенің неге сенің былайша айтқанда мүмкін ата-анаң жақсы болды, мүмкін сен өзің шынымен де бизнесті ерте мектеп кезінен бастағансың, сол қазір жүзеге асты да, сенің қазір үйіңде, машинаң да бар. Яғни жетістікті қарастыру бұл кезде тек қана неге ғана бағытталмайды. Яғни бағанада үйің бар ма, машинаң бар ма, ақшаң бар ма, оған ғана бағытталмайды. Сенің қаншалықты перспективныйсың, яғни қаншалықты потенциалың бар, соған да бағытталады. Бағанадай стажировкаға баратын адамсың ба, сен может быть студент кездерде қазір мынандай моменттер бар ғой. Мысалы, менде студент кезім болған, менде де ақша жоқ болатын. Яғни үйден ақша сұрамайтын, жалпы вообще сұрағым келмейтін. И мен осы кездерде әйтеуір жазда болсын, қолым бос уақытта болсын, жұмыс жасауға тырысатын. Қазіргі студенттер де солай жасайды, Көпшілігі курьер болуға тырысады Яндексте, бағанағыдай тамақ тасып болсын, тағы да басқа болсын, олар өздерінің күнін көруге тырысады. И бір шетінен ол балалық шақтағыдай емес, бұл кезде олар өздерімен мақтан тұту керек бұл моментте. Өйткені олар не істеп жатыр? Олар құр жіберіп жатқан жоқ уақытын. Ол сабағын да оқып жатыр, ол жұмысын да істеп жатыр, өзін де қамтамасыз етіп жатыр. Менің көзқарасым осы студент кезге осындай. Яғни адамдар барынша продуктивный болу керек, және де олардың өздерінің бағанағыдай потенциалдарын ашуға тырыса беру керек. Мен нақты сұрақты түсінбедім, бірақ мен осы ойға қарсымын дегенде, вот продуктивность деген зат бар, и
выживание деген зат бар, иә. Егер де көпшілік студенттерде сондай болды ғой, наверное, білмеймін енді, иә. Әр студенттің жағдайы әртүрлі. Біреуге егер шынымен де тамақ алуға, үйге төлеуге деген сияқты заттар болса, оларға жұмыс істеу керек шынымен, наверное, иә. Бірақ осы жерде көбіне, мысалы, сабақтан менің ойым, жеке өзім ойым, ол дұрыс емес те болуы мүмкін, әртүрлі стажировкаға бару, екінші жұмыс істеу, тағы бір нәрсе оқу, бұның барлығы керек те шығар, бірақ мен осы жерде маған жаңағы табысқа табыну культі ұнамайды, себебі жастық шақ бір рет қана береді өмірде бір-ақ рет беріледі. Әсіресе университет кезі өте енді негізі идеалды өмірде, енді көп адамда солай шығар, білмеймін. Ол беззаботностьпен байланысқан, яғни сен жұмыс істеуге міндетті емессің, иә, сабағыңды оқып жүр, иә. Мысалы, ата-аналар да көпшілік жағдайда барынша саған көмек беруге тырысады, сен әйтеуір оқуыңды оқып жүрші деген сияқты, иә. Меніңше студент кезінде осы продуктивность культіне шалдыққан адамдардың көпшілік істейтін сияқты. Қазір байқаймын, көп бизнес форумдарға барады, әртүрлі бизнес коучтарға барады, бір бизнес бастайық. Мен Пека деген досым болған, универ. Братан, бизнес бастайықшы деп, әйтеуір, иә, бір нәрсе бастау керек, иә. Джо Кассидің жақсы приколы бар, иә, двигаться надо двигаться деген. Бірақ негізінен өмір бір-ақ рет беріледі ғой, сен оның барлығында тек ақшаның артынан қуып, тек қана бір жетістікке жету, жақсырақ. Мысалы, үй алсаң, сен уже бір пәтерлі үй алсаң, уже 3 пәтерлі үй алу керек деп ойлайсың, иә. В любом случае, бір нәрсенің артынан қуа бересің, и ол да бәлкім жақсы емес, өйткені университет кезінде сен көбірек достармен аралассаң, иә, қызық адамдармен таныссаң, қыдырсаң, қала таныссаң, жерлер таныссаң, бұның барлығы да өте маңызды, өйткені өскен сайын оған уақыт та азаяды, наверное, иә. Және де уже басқа да уайымдарың болады, әсіресе үйленсеңдер. Сендер мен түсінбейсіңдер, мен үйленгенмін ғой. В общем, иә, сондықтан да негізінен осы культ продуктивностьқа шалдықпай, мысалы, зарплатаң условно x сумма болса, бірақ ол 1,5x болмаса, сол x суммаға өмір сүріп, одан бөлек өмірден ләззат алу керек просто, өйткені ертең мен назатқа всегда ойланам. Мен ертең өлер алдында, мысалы, өмірді есіме сүрген кезде мен навряд ли бизнес тренингке барған едім. Мен стажировка өткем, мен жұмыс істегем емес, мен адамдарды, достарды және де қызықты сәттерді еске аламын міндетті түрде. И әсіресе жас кезінде, когда саған таңертең обедке дейін оқу керек, и мүмкіндігін болса, опять-таки мүмкіндігін болса, мен жеке өзім сол уақытты сондай бір демалысқа жұмсар едім негізі. Бірақ мынаны қара да, осы жерде мынандай жағдай болады көбінесе. Культ продуктивности дедік қой бағанағы, адамдар бағанағы бизнес тренингтерге баруға тырысады, жарайды, оларды есептемей қояйық, жалпы адамдар тырысады әр нәрсе жасауға, өздері дамытуға, тағы да басқаға. Оларды неге ол қыдыру екеуі бір-біріне қарама-қайшы келеді деген сұрақ пайда болды да. Я, жарайды, сен көбінесе қыдырмай қалатын жарсың, көп қыдыруға уақытың болмайды. Сен бірақ бәрібір де сен продуктивностьтің артынан жүріп, сен бір стажировкаға барасың, бір компанияға барасың. Сол жерде де сен достар таба аласың, сол жерде де ғана олармен араласасың, олармен дос боласың, тағы да басқа нәрселер жасайсың. Яғни сен өлетін, яғни бағанадай қартайып жатқан кезде, мысалы сен андай болуы мүмкін, қартайып жатқан кезде артыңа қарайсың да, менде талай мүмкіндік болды, мен көтеріліп, талай мүмкіндік болды, мен өзімнің талай нәрсе жасауым керек жас кезінде. Неге соны жасамадым деп өкінгенше, менің ойымша сол кезде мен қолымнан келген бәрін жасадым деп, спокойно жатасың деп мен осылай қарастырамын да. Өйткені бағанағы бизнес тренингтерді еске алмайсың, бірақ сен бизнесті жүргізіп жатқан кезіңде еске аласың. Ең бірінші доставкаңды алып барып берген кезіңде еске аласың. Ең бірінші бағанадай түскен ақшаға қуанғаныңды еске аласың. Жас кезіндегі сен өте продуктивный бағанадай басын істетуге тырысқан моменттерді еске аласың. Осындай еске алатын моменттер әлдеқайда менің көзқарасым енді, осы жерде екеумізге екі түрлі сияқты. Осы жерде менің көзқарасым бойынша осы әлдеқайда құнды болатын секілді, өйткені олардың бәрі термен келген, олардың бәрі еңбекпен келген, олардың бәрі бағанада қиыншылық болып тұрады, сен бет алдында үлкен қағба тұрады, сен сол қағбаны асып өткен сияқты боласың. Осы үшін ол әлдеқайда құнды болатын секілді. Мен осы кезде бір нәрсені қосқым келеді. Егер де жаңағы сіздер айтып жатсыз, студенттік кезде курьер болып жұмыс жасау, мүмкіндік болса, еңбек етіп қалған уақытта, Дәулет айтады, ол уақытта бір ләззат алатын нәрселермен айналысу деген сияқты. Осы кезде өнімділік культі жақсы, еңбек еткен жақсы. Бірақ менің ойымша еңбекті де жаңағыдай ақылмен бағалап білу керек. Мен студенттік кезде осы курьер болып айналысу, тағы да басқа, бұл қысқа перспективада саған 5.000 теңге, 10.000 теңге әкелуі мүмкін, бірақ ұзақ перспективада саған берер аз болуы мүмкін. Осы кезде
айналысатын істі таңдаған кезде барынша объективті. Егер де ондай іс болатын болса, жаңағыдай одан қарағанда достармен уақыт өткізіп, білмеймін, нетворкинг қалыптастырып, солай жүрген дұрысырақ болатын шығар. Осы кезде негізі осы өнімділік деп отырық қой, орысша айтқанда продуктивность. Көпшілік адамдар мен ойымша өнімділік пен эффективтіліктің айырмашылығын айырамайтын сияқты. Мысалы, өнімділік деген маңызды емес қандай бағамен, қандай ресурстармен сен әйтеуір бүкіл күшіңді, ресурсыңды, уақытыңды, өзің алатын ләззатыңды былайша айтқанда жертвовать етіп сол нәрсеге жету. Өнімділік деген көп бір өнім шығару, мысалы, маңызды емес қанша не. Ал эффективтілік деген ол аз ресурстармен жақсырақ бір өнім шығару. Яғни мысалы бір адам курьер болып сөйтіп қаншама уақыт жүріп білмеймін 10 мың тапты, ақылжан скиллдарын жинап алды да тарих пәнінен сабақ өтті да, 2 сабақ жарты сағаттан 1 сағатта өтті да, солай 10 мың теңге тауып алды. Мысалы сол үшін де жастарға шынымен де былай тым қатты продуктивтілік культіне кіріп бағана эффективтілік екеуінің айырмашылығын түсінбей былай басымен кіріп кету қажеті жоқ деп ойлаймын. Онда қазір студенттік кез ол нағыз білім алуға, бағана ақылжан айтқан нетворкинг үйренуге сондай кез ғой. Солай жалпы керек скиллдарды алып, ләззатты алып үлгеріп, демалып та үлгеріп, солай бір эффективті ақша табу жолдарын іздеп, солай даму керек деп ойлаймын жеке өзім. Былай да бұл жерде ол көпшілік студенттердің оған басы жетеді, бағанадай навыктары, скиллдары жетеді ондай нәрсені жасауға да. Шынымен де продуктивный болуға, эффективті жасауға, бағанадай өзіне ыңғайлы нәрселерді тауып алуға. Мен бірақ ол барлық емес. Бірақ бір тараптар бар, олардың әлі де несі жетпейді, эффективный жолдар таба алмайды, эффективті бір ақша табудың немесе болашақты көрудің ондай жолдар таба алмайды. Олар әлі білімсіз ол жағынан да. Олардың әлі оған деңгей жете бермейді. Осы моментте менің ойымша оларда бары тек қана не бар? Уақыт бар, энергия бар жас кезінде. Осы екі ғана ресурстар бағаналар ескермейді. Егер скиллдар болатын болса, тағы да басқа болатын болса, ол понятно, ол курьер болмайды, ол барады бір білім центріне барады, ол барады бір басқа жақсы жерге жұмысқа тұруға тырысады, министерствоға стажировка өтуге тырысады, тағы да басқа, Бірақ ода ештеңе жоқ болмаса, осы екеуі болса, менің ойымша осы екеуін аямай құрту керек. Басқаларын алу үшін, бағанадай навык алу үшін, бағана курьер болсын, энергиясымен жастық шағы уақыты болсын, ақша курьер болсын, бір 10 мың теңге, 15 мың теңге тапсын, бірақ ол 10-15 мыңға ол курс сатып алуға, тағы да басқаға кейіннен жұмсай алады. Яғни тағы да бір жаңа мүмкіндік тауып алады. Яғни осылай өнімділік культі, эффективтілік культінен төмен тұрады, бірақ өнімділік культі әрбір адамда болу керек деп есептеймін жас кезіндегі уақытта. Менің ойымша, мысалы Стив Джобс бар, Стив Джобс сол көп жұмыс жасады, Apple компаниясы керемет болып кетті. Бірақ мен ойламаймын, осы IT сферасында Стив Джобс өте қатты көп еңбектенді, басқа условный бір Ақылжан Дүйсенғалиұлы бір Невада штатында тұратын. Ол одан азырақ жұмыс істеді деп ойламаймын, Мына жерде оның бағы жануы мүмкін, немесе оған бір, эффективтірек жұмыс істеуі мүмкін. Мен просто бүйтіп көзді жұмып, жұмыс істе дегенге сондай принципті қолдай қоймаймын негізі. Сондықтан да мүмкіндігің болса жұмыс істей бер дегенді қолдамаймын, өйткені ол біріншіден сені жандырып жіберуі мүмкін, өйткені әдетте қиын жұмыстарды істеу, мен енді асфальтта істегенмін ғой, 2 сезон бойы, ол өте қиын, и ол өмір бойыға жасай беретін, мен қазір главный жұмыс істеп жатырмын деп ойлай берген ол дұрыс емес те шығар. Сондықтан да мен енді адамдардың барлығы ақымақтар бар, олар жұмыс істей береді шығар дегенді деп ойламаймын. Мен сенем барлық адамның да өзінің барлық адам сен емес, таки есть, барлық адам ойланса ол өзінің өмірдегі нишасын табады. Қайда болсын, қандай сферада болсын, ол министр болып кетпесе де, ол белгілі бір сату сферасында мысалы, жұмыс жақсырақ жасауы мүмкін, білмеймін, басқа бір сферада, және де сол үшін де ол көп еңбек тене бергеннен қарағанда көбірек ойлану керек шығар. Мен бұл өмірде не істеп көрсем болады деп. Мүмкіндік болса, опять-таки дебат жаман мысал, бірақ мен мысалы 4 жыл бойы дебатта жүріп, дебатты өзім тауып алдым ғой. Бұл өте қысқа, ладно, узкий кейс, бірақ одан бөлек те басқа бір кейстарды ойланып, біреу жүріп бір нәрсе тұрып тігінші болып кетсе ме, ол білмеймін, сөйтіп одан да ол сөйтіп ойлансын деп ойлаймын да мен мысалы. Сондықтан да жаңағы неге тек қана продуктивный болып керек емес деп ойлаймын. Осы тұста бағанағы продуктивтілік пен өнімділікке қоса салатын нәрсе, мысалы мектепте балалар болады, супер отличниктері, продуктивті да, аямай сабағын оқиды, бәрін істейді, как штык келеді, жасайды, бірақ ертең универге түскенде мүлдем өмірге қабілеті жоқ. Балаларды білемін кейбір. Олар өте ақылды болған, мектептерінде прям жақсы оқыған, бірақ түскен кезде олар, яғни мен ойымша солай ойлайтын секілді, мен бір нәрсеге бір салада маңызды емес сабағымды
тоқтамай оқи берсең, басқаларға назар аудармай, себебі өнімділікке қатты назар қойған кезде сен айналаңда болып отқан кейбір нәрселерге назар аудармайтын сияқтысың, сенің бүкіл миың, концентрацияң тек бір нәрсеге ғана бағытталған, мен осыдан максималды өнім алуым керек деп, мектепте де сол ғана балдар араласпайды, басқа нәрселерді, басқа салаларды қарамайды, олардың бүкіл миы концентрация сабаққа ғана бағытталған, солай ғана қатып қалған, олар аса қатты жетістікке жетті ертең деп айта алмайтын. Сол үшін де мен ойымша жас кезде кішігірім эффективтілікте қарап, жан-жақты қарап, не болып жатыр екен деп, тек бір нәрсемен, осы нәрседен максималды өнімділік алуым керек деп қатып қалмай, жан-жақты да былай қарап, кішкене гибкий дейді ғой, тағы бір орысша сөз қосып, адам сондай болу керек секілді, кішкене өмірге бейімдеу болу керек деп ойлаймын. Жалпы біздің барлықтарына айтатын кеңесіміз қорытындылай кеткенде былай болды, барлықтарың эффективті болуға тырысыңдар, бірінші орында өнімді болудан гөрі. Барынша қайсысы дұрыс болады, қайсысы өміріме пайдалы, соның бәрін қараңдар. Ондай болмай жатса, яғни оған инструменттерің жоқ болса, олай қарай алатын, онда өнімді бола отырып, сол инструменттерді алуға тырысыңдар. Біз бағана бері айтып жатырмыз, екі жақты да қарастырдық. Өнімділік культінің пайдасы мен зиянын да қарастырып берген сияқтымыз, екі жақты. Енді осы бұл нарратив деп те айтуға болады ғой, нарратив қой бұл қоғамда. Ол қайдан пайда болды деп ойлайсыңдар, ең алғашқы? Енді мен енді бұл салада өте эксперт емеспін, бірақ кішігірім білімім бар. Сол жайлы айтып кететін болсам, мен ойымша ол Америкада пайда болған нәрсе, ана американдық арман деген нәрселер бар ғой. Сен нағыз американдылық болу үшін сен еңбек етуің керексің, үй салуың керексің, ағаш отырғызуың керексің деген секілді. Және де кейбір сондай тарихи видеолар көргенде, анау протестанттық дін бар ғой, сонымен байланыстырады. Ол соның діннің негізінде еңбекке бағытталған, Құдайға жақын болу үшін сен еңбектенуің керексің барынша, сонда Құдайға жақын боласың. Солардың діндерінен пайда болған протестанттар ғой Америкада былай бастаған, солардың несінен келген жалпы идеология деп айтады, сол культтік. Одан бөлек көпшілік адамдар айтады, ол капитализм пайда болғаннан бері пайда болған нәрсе деп, яғни капиталистік әртүрлі бағанағы заводтардың нелердің директорлері адамдарды тоқтамай жұмыс жасау үшін, не қылу үшін адамдарға сондай бір идеология бергенде, яғни албасты капиталистердің қойып тастаған нарративі деп па, солардың бір берген адамдарға миларына байлаған ойлары деп айтып жатады. Әртүрлі ойлар бар, қайықта пайда болды. Сол капитализм пайда болған бері адамдарға осы үшін жұмыс жасау керек дейді, немесе бағанағыдай діннен келген нәрсе дейді, ол жайлы әртүрлі ойлар бар. Енді жалпы қарағанда, мысалы Қазақстандағы бізде айтып жатырмын ғой бағана, көбінесе жетістікті ақшамен бағалайды деп, қай жақта көп бағанадай айлық аласың, қай жерде көбірек ақша табасың, бизнес бастасаң молодецсің, тағы да басқа, осындай сияқты моменттер болды. Мен оның барлығы 90-шы жылдардан басталған деп ойлаймын. 90-шы жылдар болды, Қазақстан өте қиын жағдайда болды, шынымен ешқандай азық-түлік болмаған, азық-түлікке былайша айтқанда кезекке тұратын болған, адамдарда ақша болмаған, осындай жағдайларда олар әртүрлі жолдарға барған, ақша табу үшін. Яғни Қазақстанға капитализм кірген кезде. Қазақстанға капитализм кірген кезде. Именно мен Қазақстандікін қазіргі Қазақстанда әлі де андай нәрселер бағаланбайды ғой, сен бағана айтып кеткен жұмысыңнан ләззат ал, тағы да басқа деген нәрселерге түкіріп қарайды ғой. Ақша таптың да болды, жүре бер. Ақша таптың да красавчиксің. Мықты ақша табатсың, главное деген сияқты. Вот осындай ақша табу мен теңестірді. Қай кезде мен сол 90-шы жылдардан бастап деп ойлап жатырмын да, өзімнің ойым. Яғни сол кездерде мысалы ақша болмады, әртүрлі жолдарға барды ақша табу үшін, бағана біреулер рэкетке барды, біреулер өзінің үйіндегілерін апарып сатты, біреулер бір жерлерден әрнеше алып келіп сауда жасауға тырысты, суық күнде далада тұрып сауда жасауға тырысты, біреулер әртүрлі жолдармен ақша табуға тырысты. Сондықтан ақша ол өте маңызды деп қарап қалған сияқты біздің осы қазіргі поколениеға, яғни қазіргі үлкен поколениеға, өйткені олар үлкен поколение, олар үлкен адамдар сол кездерде өмір сүрді, ақша қатты керек кезде. Сондықтан қазіргі біздегі культ, Қазақстандағы культ, табыс культі, ол ақшаға тірелген. Неге? Себебі сол кезде бізде ақшаға деген қиыншылық болды. Менің ойымша сол үшін ол осылай. Яғни қоғам қалыптастырады, адамдарға не дефицит, соны алсаң сен табыстысың деп қалыптастырады. Мысалы қазіргі жас поколениеге қарасаңдар, олар нені қарайды? Яғни стресс болмауы, жұмыстағы стресс болмаса, өміріңнен ләззат алсаң, сол маңызды деп қарайды. Өйткені оларда не ақша, азық-түлік деген жетеді. Көп ақшаң болмаса да сен қарапайым тамақ алып жей аласың, қарапайым киім ала аласың, қарапайым мектептерге бара аласың. Яғни барлық нәрсе былайша айтқанда қолжетімді болғанның есебінен оларда екінші кезектегі кезектегі қажеттіліктерді культ қылып жоғарыға шығарып жатыр да, жетістік деп. Яғни сен өзіңе ұнайтын, өзіңе ләззат алатын, всегда күлімсіреп жүретін жұмысқа барсаң, сол күшті деп қарайды. Егер кішкентай қазіргі жас поколениеге қарасаңдар, олар соны менің ойымша әлі де жоғары көретін сияқты. Бағана айтқан борьба бар ғой, күрес.
үлкендердің тарапынан енгізетін бар, көп ақша таппайсың ол жерде деп. Кішкентайлардың арасында төменгі тараптағы адамдар, то есть кішкентай жастағы адамдардың енгізетін несі бар, ойы бар. Жоқ, бұл жерде мен бақытты сезінемін, мен ол жер маған ұнамайды, ол жер токсичный атмосфера деген сияқты нәрселерді айтады. Вот осындай борьбада мен осылай қараймын. Яғни сол 90-шы жылдардан басталған и қазіргі қоғамның өзінің стандарттары қалыптастырады. мен бүгін общий массадан бөлінейін дедім ба, жақсылап. Мен 90 жылдарды продуктивность культіне жатқызбаймын, өйткені ол кез менің ойымша, мен ол жерде өмір сүрмеген, бірақ ол көбінесе тіршілік үшін күрес деп ойлаймын. Ол продуктивность жайлы емес. Мына жерде біз табысқа табыну дейміз ғой, бірақ бұл жерде культ успеха деген ол жетістікке табыну сияқты ғой, по идее. И мен ойымша ол жерде 90-шы жылдар ол көбіне выживание жайлы шығар, жаңағы мен примерно ертең телеграмға салайын деп тұрмын ғой, бір Абайдың өлеңін оқиын деп тұрмын. Жақсы басты ойымды жеткізгім келіп жатыр. Мен ол жерде олай сезінбеймін, может дұрыс емес, бірақ одан бөлек менің түсінігімдегі жетістікке жету культі ол мысалы мен 2 жұмыс істеп жатырмын, одан қоса мен тренировкаға барам, одан қоса мен таңертең таңғы 6-та тұрып жүгіремін, содан кейін әр қыста 2-3 рет суық сумен жуынамын. Және міндетті түрде оны сториске саламын. Оны сториске саламын. Осы менің түсінігімде успех культі деген осы. Мен жан-жақтымын, мен көп нәрсе істеймін. Мен қазір Инстаграмға кірсем, біреу билеп жатады, біреу машина сатып жатады, үшіншісі кроссфитпен айналысып жатады, төртіншісі тағы бір нәрсе жатады. Мен осыны да успех культі деп көрем, и ол зат мен осыны негіз қабылдаймын. Ақша табу әрине бар, бірақ одан бөлек осы культ успех. Ол міндетті түрде капитализм, басты негізгісі капитализм, бірақ одан бөлек жанама факторлар бар. Дәл қазіргі қоғамда мен байқайтын, қалай осы культ продуктивности келе жатыр қоғамға. Біріншіден ол Инстаграм, жаңағы айтқан, осы Ақылжанның да айтқанда, Инстаграм қараймын да ойланып қаламын деп. Бірақ Инстаграм ол шынайы емес қой жерде. Мысалы, біреу кроссфитқа барады шығар, күні түн емес, таңертең кроссфитқа барады шығар, бірақ басқа уақыт бойы жатады шығар, үйде ерігіп, мысалы, біз білмейміз ғой. Бірақ осыны көретін адамдар ойлайды, мынау кроссфитта жүр, екінші сторис салсам, мынау билеп жатыр, мен де бір нәрсе істейін. Еще біз бармыз, дебатерлар әр суббота сайын турнирде жүріп, соны сторис салып қойып, керемет продуктивті 2 демалыс күні өтті, мен оны турнир өткіздім деген сияқты. Бірақ бұның барлығы адамдарды кішкене алдауы мүмкін. Біреуге ол ұнауы мүмкін, мен молодец, бірақ біреуді ол алдайды. Ол мысалы дебатта жүреді, қиналып 2 апта шаршап таңертеңнен кешке дейін дебатта қиналып жүреді, и бір шаршап қалуы мүмкін, И екіншіден ол көптеген капиталисттер, мысалы OneFit өте жақсы продуктивность культін қолданады негізі. Мен соның құрбаны болып қалдым. Мысалы Аслан таза өзінің природасы бойынша көп зат жасауға дайын, осындай жаңағы даму, прогресс өздеріңіз естіп жатсыздар. Мен ондай емеспін ғой. Бірақ екеуміз де OneFit алған едік, екеуміз де продуктив. Негізі олар культ продуктивностьті қолдайды. Обожаю плавать, у меня есть OneFit деген зат. Бұның барлығы типа, мен OneFit алсам, ананда істеймін, мынанда істеймін, мен не деген красавчикпін деген месседж береді ғой адамдарға. Бірақ біреуге ол керек емес, мысалы маған ол керек емес та негізінен, бірақ мен қой продуктивный болайын, қазір сағат 5-те бассейнге барсам, жұмыстан кейін шығып, таңертең сходу карате, одан кейін анау, и сондай өз-өзіңді осы культ успеха мен продуктивностьмен алдайсың да, и осындай маркетингтің құрбаны боласың. Бірақ көп адамдар оны жасайды, ол пайдалы, бірақ барлық массалық тұрғыда таратылатын нәрсе емес. Үшінші зат ол тағы да Инстаграммен таралып, әртүрлі бизнес тренерлер пайда болды. Жоқ, Марғұлан Сейсенбай болса базар жоқ, Марғұлан Сейсенбай маған тұрып, мен курсыма жазылсаң үйретемін десе, неше түрлі дағдан шыққан адамдар тұрады да. Мен саған бір аптада қалай миллион табу керек екенін көрсетемін, екінші аптада миллионер боласың, бір виллада отырып, хочешь такую же виллу деп. Для этого менің марафоныма жазыл бір нәрсе, То есть осындай заттардың көп пайда болуы мен үшін осы қоғамдағы жетістік культі, немесе Инстаграмда неше түрлі нелер шығады жаңағыдай. Анда жазыл, мында жазыл, мынаны үйретем. Адамдардың бәрі массово соған барады. Олар ойланбайды, то есть рационал түрде ойланбайды, маған бұл керек па, керек емес па, жай ғана бара береді, сосын сториске салады, досына тұрып, қайда болдың, жаңа барып келген, мысалы лингвистикалық сабақтарға барып жүрмін, қазір жақсылап лингвист болмақшымын деген сияқты. Ол керегі бар ма ол лингвистқа, мысалы лингвистика оған, ол басы өзі логист болуы мүмкін, білмеймін, осындай мен көремін жетістікке жету культі дегенді. И ол меніңше қазір бастап жатыр. Может, мүмкін Америкада бұрыннан бар шығар, бірақ Қазақстанда бір білмеймін енді соңғы 5 жылда пайда болды деп ойлаймын. Мен солай көремін.
Кстати, мен кішкене ремарка айтып кете салайын. Менің сөздерімде бағана 90-шы жылдар дегенде мен оны культ личности, культ успеха сол кезде басталды деп жатқан жоқпын. Сол әсер етті дегенім ғой. Жалпы сол поколение, яғни көбінесе кедейшілікте жоқшылықта өмір сүрді. Сондықтан олар өздері, яғни мүмкіншілік болған кезде ақшаға көбірек құмар керек деген секілді. Мен осы кезде қосылып кеткім келеді. Қарапайым One Tweet ол бір кішігірім мысал ғой. Қатты сен күйген жоқсың. Бірақ мысалы да, біз бәріміз университетте оқыдық 4 жыл бойы. Мен осы кезде сұрақ қоямын. Мысалы, мен университетте оқу маған үлкен бір үлес қосты ма қазіргі жетістіктеріме? Мен сенімді тұрып, мен осы Евразия ұлттық университетінің түлегі болған үшін, содан білім алған үшін осындай керемет болып кеттім деп айта алмаймын. Бірақ ол қаншама адамдар үшін жалпы бұл идеализация да, жаңағыдай барлығы ұмтылады, барлығы тырысады. Осы кезде мен айтып кеткім келетін нәрсе, өмірде жетістікке жетудің неше түрлі жолдары бар. Жетістікке жеткен адамның неше түрлі образдары бар. Сіз кез келген образға ене аласыз, образға сол жолмен жүре аласыз, бірақ бастысы жаңағыдай өзіңіз үшін ыңғайлы, өзіңізді сол жерде жайлы сезінетін, өзіңіз сол жолда бақытты сезінетін, ләззат сезінетін жолды таңдаңыздар. Бақыт әр адам үшін индивидуалды деп дебат ойнап кетсең осы жерде. Бизнестен кетіп жатыр. Бақыт әр адам үшін индивидуалды, сондықтан да бақытты болуға ұмтылыңыздар. Менде мысалы қазір мәселе бар, осы өзімді бақыт сезінумен қатысты. Өйткені мен көп жұмыс жасауға тырысам, көп еңбектенуге тырысам, бәрібір де жаңағыдай бір жерім кең болып тұрады. Мысалға, Аслан спортпен айналысып жатады, менде спорт саға ақсап жатады. Біреу ағылшыннан ойбай жаңағыдай керемет деңгейде сөйлеп жатады. Осы бір кем тұстарын сияқты көріп жатасың. Бірақ мен ойлана келе өзім ойландым, неге мен ондай болуым керек? Неге мен ағылшын білмей-ақ та жақсы жетістікке жете аламын? Мен енді ағылшын совсем жаман емес, бірақ сондай да солай культ успеханың құрбаны отыр алдымызда. Солай мен қазір енді ғана ойлана бастап жатырмын осы мәселе бойынша. Мысалы, мен жұмыстан кейін келем, мен жұмыстан кейін келесі жұмыс күніне шаршап қалмау үшін үйде жатып демалғанды қазір жақсы көрем. Бірақ мысалы ойлаймын да, мысалға жұмысқа түнімен жүре бермей, бір жұмыс әйтеуір бітеді ғой, ол бітеді ғой емес, оны шетіне шыға алмайсың. Ол шыға береді, жаңағыдай жаңа тапсырмалар, жаңа істеу керек дүниелер. Осы кезде өзіңді жаңағыдай ұстап, мөлшерін біліп, жаңағыдай дәулет айтпақшы, ләззат алатын істермен айналысып, кешке достарыңмен қыдырып, білмеймін, қызықты ойындар ойнап, осындай балансты ұстап отыру керек. Бәрібір де біз жетістік, жаңағыдай ең жетістікке жеткен адам бола алмаймыз. Ол бітпейді, ол шексіз да, ұмтыла бересің, бір деңгейден кейін екінші деңгей шыға береді. Сондықтан да жетістік деген дүниенің өзі бір андай болашақпен ассоциацияланады ғой. Ертең болатын нәрсе, болашақта болатын нәрсе. Сол жетістік деп жүріп, қазіргі күнімізді, бүгінгі күнмен өмір сүруді ұмытып кетпеу керек деп ойлаймын. Мен мысалы қазіргі бүгінгі күнмен өмір сүру мен үшін өте қатты жаңағыдай мәселе, жаңағыдай өте қатты маңызды мәселе. Мен сол бүгінгі күнмен өмір сүріп, мысалы үйренгім келеді, ашығын айтқанда. Бір зат қоса салайын осы жерде. Былай сияқты адамдар, осы мен ойландым, мен бұл тақырыпты білдім ғой енді. Қалай культ успехамен күресуге болады дегенде, сен бір нәрсе жасаған кезде саған бұл керек пе деген сұраққа нақты жауап беру керек. Енді керек қой, енді ол керек қой ол демес. Мысалы мен бар жұғып бәрі. Ертең не қылып қаласың? Ертең алдынан шығады. Алдынан бір американ шығып қалса деп. Оған тұрып түсінбей тұрсаң деген емес. Мен мысалы ағылшын тіліне барып жүрдім ұзақ уақыт бойы, мен тастап кеттім, оның себебі шаршап қалдым, просто шаршап қалдым, сол үшін тастап кеттім. Басқа шын айтайын солай. Бірақ мен оған барған кезде мен де көтердім өзімнің деңгейімді, бірақ әлі де жеткілікті тұрғыда емес, тағы да барам деп ойлаймын. Мен сол кезде менің мақсатым ағылшын тілін білуде екеу болды. Біріншіден бірақ ол мақсаттар аса бір керемет емес. Біріншіден ол негізгі мақсаты магистратураға түсу болған, бірақ мен қазір өзім білемін магистратура маған керек пе деп. Одан бөлек екі мақсат болды. Біріншіден мен өз өмірімде көп
саяхаттарға шығамын деп ойлаймын, үміттенемін, өз өмірімде көп саяхатқа шығамын деп. Сол кезде адамдармен емін еркін тілде, барлық әлем тілінде сөйлеуге. Бұл бір. Екінші себебі өте біртүрлі. Ол мысалы ағылшын тілінде, кино, сериалдарды мысалы мен ағылшынша көргім келеді. Мен Леонардо Ди Каприоның ойының орыстардың озвучкасын емес, Ди Каприоның дауыспен естігім келеді. И оның өзі менің ойымша маған кинодан беретін эмоция басқаша сезімді тудырту үшін. Бірақ ол IELTS тапсыру үшін дегенде, IELTS саған не үшін керек десе, IELTS 7 болса, күшті ғой деп емес. Нақты бір себеп болу керек та. Мен солай ойлаймын. Сондықтан да барлық адамдар бір нәрсе жасамас бұрын менің кеңесім субъективті, ол ойлану керек, сұраққа жауап беру керек, неге саған бұл нәрсе керек деген. Енді қараңдар да, осы жерде бағана айтып жатқан курс тағы да басқа бар, иә. Қазақстанда негізі осындай нәрселер өте қатты қаптап кетті. Екінің бір курс ұсынады. Яғни біреуі мысалы SMM курсы дейді, біреуі білмеймін бизнес ашу курсы бар, ОБТ-ға дайындау курстары бар, иә, Ақылжан деп. Осындай әйтеуір екінің бір курс жасау. Қазақстан ең оңай нәрсе не десе курс жасау деп айтар едім, бар ғой. Адам жинайсың, өзің білетін нәрсені үйретесің, болды. Осылай ары қарай жүре береді ше. Бірақ бір жерден осылай курс жасайтындар көбейіп кетті. Оның бірақ ең маңызды нәрсесі курс адамға керек шынында да. Ол пайдалы болу керек адамға, иә. Өте керек болу керек шынымен де. Бағанадай. Бірақ оны профессионалдар жасауға тырысу керек, яғни шынымен де саған білімін беретін тағы да басқа. Өйткені білім беру ол адамды былайша айтқанда көзін ашуға, бір навыктарды үйретуге тырыстырады. Осы курстардың барлығы соған үйретеді ғой. Мысалы, ОБТ-ға дайындайтын курс болсын, олар бір навыктарды алуға үйретеді, білім мен навыкты алуға үйретеді. Мысалы, білмеймін, бағанада SMM тағы да басқа таргет дегендер олар навык, бір өзіңнің жүргізе алу, дизайн жасау тағы да басқа, код жасау дегендер де бар, кодингтің код нелері бар, курстар бар. Олар да сен код жазуға тағы да басқа бір навыктарға үйретеді. Бірақ оның ішінде андай да бар, болатын да бар, болмайтын да бар. Сол бізде проблема қазірде. Екінің бір курс сатады, тағы да басқа. Соның кесірінен барлығы алады да бір кішкене бір курс сатып ала береді. Сондықтан ақшасы кетеді, бағанада оларға керек емес, уже бағана дәулеттің айтқан моменттері. И одан бөлек пирамида деген нәрселер бар да, сол жетістікке жетемін дейді да, осындай пирамида деген сияқты нәрселер тартып кетеді адамдар. Яғни курстар бар, адамдар шынымен де бір нәрсе беруі мүмкін. Оларды бағана айтып кеттік, уже жақсы да бар, жаман да бар, керек де бар, керек емес те бар. Бірақ одан бөлек пирамида деген нәрселер бар. Сол осы пирамида деген қазір соңғы кездерде қатты демонизироваться етіліп жатыр ғой қоғамда, ол ешқашан бармаңдар деген секілді. Бірақ осы білмеймін бір 2-3 жыл бұрын олар ондай емес еді. 2-3 жыл бұрын мені кәдімгідей бізді таныстарым шақыратын, пирамидаға. Мен жеке мен өзімді таныстарым шақыратын. Кел біздің пирамидаға қосыл, 1 миллион бересің, ертең 1 миллионда былай шығарып аласың да, в общем бір еще санап көрсетсе да, кіресің, сізге қанша зарплата аласың дейді. 100 000 теңге деп айтасың, условно. 100 000 аласың дейді. Ішпей жемей. Осындай сөздер бар ғой. Ішпей жемей 5 ай жұмыс істедің деп. Қанша болады деп? 500 000 деп. Бізде қара дейді, санайды бір нәрселер, білмеймін, есептеп көрсет. Ішпей жемедің деп. 5 айда 2,5 миллион деп. Қайсы жақсады? Сұрақ қойды, қайсы жақсады? Және сұрақ қойып отқан адамның үстінде киімі тозып кеткен. Біз Аслан екеуміз бірге шақырғанбыз, бірге барғанбыз. Сол кезде мен екеуміз де білеміз ғой, барлығын рационалды баға, мақтанып кетсең, рационалды баға бере аламыз деп. Бірақ шын мәнінде дәл сол жағдайда не деген күшті, бір қыздар тыңдап жатсаңдар, тез Ақылжанға жазыңдаршы. Андай жігіт жоғалтпамаңдаршы. Дәл сол жағдайда сондай болды, бірақ біз барлық нені түсініп жаттық. Адаммен жұмыс жасауға олар басты қолданатын несі әдістер, адамның жаңағыдай әлсіз тұстарын анықтау, соны манипуляция жасау деген сияқты. Манипуляция деген сөздің қазақшасы жоқ. Жаңағыдай сондай жұмыстар жасайды да, сен сезіп отырасың, өйткені оны күнделікті өмірде өзің істеп жүрсің ғой деп. Сол кезде манипулятор өзі. Успешный успех, табысты табыс, тек қана бізде Ақылжан Дүйсенғалиұлы жазылыңыздар. Сезіп отырасың да, сол кезде жаңағыдай сезіп отырасың да, бірақ ол дүние, бұл пирамидалар, бұл айқын мысалы, бірақ ол оған дейін де бар болды. Мысалы Oriflame, Avon деген сияқты желілік жаңағы маркетингтар. Мен біздің кішкентай бала кезінде көретінмін, біздің үлкен әпкелеріміз. Ақылжан, кешірші, сұрақ қояйыншы. Вот Oriflame, Avon дегендерді сен жаман деп жатсың ғой. Мен мысалы білмейді екенмін, олардың тоже пирамиданың бір жол екен. Ол схемасы қалай, неге ол адамдарға кіруге болмайды? Ол схема қалай, ол адамдардан саудагер жасағысы келеді да. Сен өзің бір компанияның менеджері болып жүресің, мысалға тіркелесің, сен сондай боласың, сенің мақсатың сол компанияның өнімдерін сату, да. Бірақ біздікілер қайда сатады? Мысалға ол кездегі адамдар, не істейді? Айналасындағы туысқандарына сатады.
мысалы біздің мамаға келеді, одан кейін біреудің мамасына барады, сөйтіп айналасындағылардың зығырын шығарады сол өнімдерді. Ал ол өнімдерге ол адамдарды сендіреді да, бұл пайдалы, білмеймін, 365 ауруға ем, сен жап-жас болып кетесің, мынандай бір нәрсе деген сияқты кәдімгідей жаңағыдай өнімнің құндылығын оған сіңіріп тастайды, басын жаңағыдай соған сендіріп. Ол барады туыстары, туған-туысқанға сата береді. Ода жаңағыдай не жоқ, алаң жоқ, басқа нарық жоқ. Өйткені екінің бірі сонымен айналысады, жаңағыдай, екінің бірі болмаса да ол сияқты адамдар көп, сен тек қана осылай туысқандардың ақшасын құртып, бір 5 жылдыз аласың, 6 жылдыз аласың, директор боласың. Осы тұста Қазақстандағы бағанағы өнімділік культінің деңгейін осыған қарап бағалауға беретін сияқты, екі себеппен. Бірінші себеп, олар сені сол өздерінің компанияларына тартқан кезде сол эффективтілік культін пайдаланады. Сені ойлаш, жарты жылдан кейін мамаңды Египетке алып барасың. Ойлаш, жарты жылдан кейін сен машина алып аласың деп. Екіншіден оның эффективтілікті, өнімділіктің культін былай бағалауға болатын сияқты. Мысалы бізде Қазақстанда ол нарративтерден бөлек ағайын туыс деген нарративтер бар ғой. Сол нарративтерден асып кетеді ғой, тіпті күшінің соншалықты болғанша сен безіп кетесің ана ақшаға, барып туыстарың ақылын айтқанда ығырын шығарасың, туыстарыңды кіргізесің. Сен даже түсініп тұрсаң да, сен түсінесің, ертең туыстарың ол адамдар татырмаса қадалатын қораға кіретін былайша айтқанда. Соның өзінде де көз жұмып ақша үшін бағана туыстарыңды кіргізеді. Ең қауіптісі бұл жерде мынандай ғой, сенің туыстарың саған сенеді ғой. Олар ойлайды сен көріп жүрген бала өзіміздің туыстарымыз жаны ашып жатыр ғой дейді да, ол сенеді саған. Сөйтіп ол да кіріп кетеді. Бірақ одан да ең қауіптісі, ол адамдар туыстарын зығырын шығарып жатырмын деп ойламайды. Мен туыстарыма көмектесіп жатырмын. Мен туыстарымның жаңағыдай көзі байланған, туыстарым өмірді көрмей жатыр. Олар да мен сияқты машина алады, менің жолыммен жүріп, Египетке бара алады. Неге олар мені қолдамайды? Неге мен оларға көзін ашып жатырмын ғой деп өздерін бір ағартушы бір ретінде сезінеді, бір герой сезінеді олар өздері. Содан кейін сұрайсың ғой, қашан Египетке барасың енді десең, Құдай қаласа барамыз деп қояды. Яғни бармайды олар. 3 жыл болды, Құдай қаласа барамыз. 4 жыл болды, Құдай қаласа деп па. Жаман нәрсе. Мен сұрақ қоя берсем бола ма? Қоя бер. Вот Қазақстанда енді екі мәселе бар, осы культ. Осы культқа бәрі көбісі кірген, оны көп адамдар паразитировать етеді, жаңағы блогерлер, жаңағы бизнес-тренерлер, пирамидалар, басқа да басқа. Екі Қазақстанның әлеуметтік жағдайда аса қатты керемет емес, олар оңай жол іздейді көтерілуге. Өйткені басқаша, менің ойымша қиын. Сұрақ Қазақстанда қаншалықты көтерілуге болады, қаншалықты бұл оңай, қандай мәселелер бар, осы жайлы сөйлескілерің келмейді ме? Мысалы, мен жеке өзім Қазақстанда көтерілу, енді біз жас маманбыз, плюс бізге негізінен біздің жолымыз болғанда сияқты біз жақсы, салыстырмалы жақсы жерде жұмыс жасап жатырмыз, біз өзіміз өз еңбегімізбен ол жұмысқа кірдік. Бірақ түптің-түбінде біз көп жастардың жұмыс табу мәселелері бар екенін көреміз. Үлкен мәселелер көп. Сендердің ойларыңша жалпы қандай баға бересіңдер Қазақстандағы осы әлеуметтік лифтқа ма, жалпы осы жетістікке жету қаншалықты оңай, қиын Қазақстанда? Сендер қандай баға бересіңдер? Мен бұл сұраққа былай жауап беретін. Осы кезде қазақстандық жетістікке жетуге болатын жолдары екіге бөлуге болады. Мысалы, мемлекеттік жаңағы лифтпен өту, ол жақта мысалға коррупция, тағы да басқа трайбализм сияқты мәселелер болуы мүмкін. Ол жолдармен әрине қиын. Дәстүрлі жол ғой енді көтерілу карьераның, ол жақтардан қиын болуы мүмкін. Бұл енді мен оны адал емес еңбек нарығы деймін. Ал адал еңбек нарығына келетін болсақ, мысалы жеке меншік сектор болсын, жаңағыдай компанияны өсіргісі келетін жаңағы кәсіпкерлердің салаларына баратын болсаң, ол кез келген сондай салаларда адал нарықта жетістікке жету оңай. Неге? Өйткені Қазақстанда бірінші мәселелері көп шешу керек. Мысалы, мектептерде дұрыс білім ала алмайды, балалар сол үшін курсқа барады, сол үшін дайындалады. Ол мәселе болмаса, олар тегін дайындалып жүре беретін еді, курсқа жазылмаса еді, мектепте. Емхана мәселесі, мемлекеттік сектордағы емханалар нашар, сол үшін біз жеке меншік емханаларға барамыз, тағы осылай мысалдар кете береді. Одан бұл жайлап шешім тауып келе жатқан мәселелері бар. Одан бөлек шешілмеген жаңағыдай мәселелер де бар да. Сол мәселелерді кім шеше алады, сол жаңағыдай табыс таба алады. Ал енді Қазақстандық қоғамдағы осы мәселені шешуі мүмкін адамдарға келетін болсақ, мен байқағаным, қазір мәселені шешіп жатқан адамдардың өзі де өз саласының аса бір эксперт емес. Мен кез келген жұмыс орындарға барған кезде шынымды айтсам таң қалатынмын. Қалай олар жұмыс жасап жатыр? Қалай
мына кісілер мәселені қалай шешіп жатыр, шынымен де ме деген сияқты менде таңғалу орын алады. Өйткені мен өзімді бір алып бара жатқан экспертпін деп те айта алмаймын да. Бірақ салыстырмалы тұрғыда мен сондай жерлерге барған кезде Құдайға шүкір деп қалатын жағдайлар болады. Және бұл мақтанатын нәрсе емес, наоборот, керісінше бұл мен қайғыратын нәрсе. Мен қалаймын адамдардың шынайы мықты эксперт болған қазақстандық осы адамдардың жаңағыдай кәсібилік деңгейінен жоғары болған. Сондықтан да мен мысалы адал нарық Америкада, мысалы Еуропада, ол жақта мен барсам, адал нарықта менің ойымша мен ешкім болмайтын сияқтымын. Ал Қазақстанда осы кәсібилік деңгейі төмен болғаннан кейін менің кішкентай дүниені білгенімнің өзі мені бір салыстырмалы тұрғыда қалайтын дүниелермен жеткізіп жатыр деп ойлаймын. Иә, мысалы қараңдар да, мысалы қараңдар, барлығымыз айтып жатырмыз да, Қазақстанда былай мүмкіндік бар, көтеріліп кетуге болады, бизнес ашсаң болады, или мемлекеттік жолмен жүріп көтерілсең болады деп жатырмыз да. Бірақ мысалы аймақтарды қарасаңдар да, әртүрлі аймақтарда көпшілік адамдар жұмыссыз жүреді. Жұмыс жоқ, қарапайым жұмыс жоқ. Неге жоқ деген сияқты сұрақ пайда болады, ол кезде екі себеп бар. Біріншісі бағанадай трайбализм тағы да басқа, яғни сен туысқанмен кіресің или ақшамен кіресің жұмысқа, ол барлық жерде бар, басқа аймақтарда. Астанада ондайды көп көрмейтін шығар, бірақ көп деген региондарда сен жұмысқа алу үшін немесе ақша бересің, немесе туысқаның болу керек, танысың болу керек, солай жұмысқа кіресің. Одан бөлек екінші бір мәселе бар, адамдардың несі жетпейді, навык, орысша айтып отырмын, қабілеті жетпейді, қабілеті жетпейді. Олар ештеңеге икемсіз. Тек қана бағанадай қарапайым жұмыстарға ғана икемді болып қалады да көпшілігі. Бағанадай қолына күрек ұстай алуы мүмкін максимум, немесе сондай сияқты қарапайым жұмыстарға ғана ие болады. Мысалы көпшілігі қарапайым компьютердегі бағдарламаларды қолданып білмейді, мысалы PowerPoint дегенді, Excelді, Word'тың өзін қолдана алмайтын адамдар бар. Немесе білмеймін, қарапайым ақпарат іздеуді білмейді, қаяқтан іздейді, оны қалай саралайды, қалай қорапта былайша айтқанда оформлять етіп өткізіп береді, оны да білмейді. Мысалы біздің жұмыста негізі көбінесе сол ғой, біз ақпараттарды аламыз да, оны бәрін жинақтаймыз, саралаймыз, соны былайша айтқанда жоғарыға жібереміз, жоғарыдағыны астыға жібереміз, солай ғой бізде көбінесе да. Вот осындай жұмыстар. Қарапайым жұмыстар негізі былай қарап отырсаң да, қарапайым сияқты болып көрінеді, бірақ көпшілігінің осыған да икемі келмейді. Иә, оларды үйретсе мүмкін үйреніп кететін шығар, бірақ оларды кім үйретеді? Осы жерде сұрақ пайда болады да. Олар қаяқтан үйренеді, ол бағанадай компьютерді қайдан үйренеді, бағанадай қарапайым құрылғылармен жұмыс істеп қашан үйренеді, заводқа кіріп қашан үйренеді. Ол үшін не керек? Опыт керек. Опыт болмаса сен жұмыс қалмайды еш жерге. Бағанадай сен заводқа кіре алмайсың. Мен де көтерейін дегенмін. Иә, заводқа кіре алмайсың, опытың болмаса, бағанадай бір тәжірибең болмаса, заводқа да алмайды, сен мектепке де алмайды, еш жерге кіре алмайсың. Сен кішкене, сенде потенциал бар болуы мүмкін, сенде энергия бар болуы мүмкін, амбиция бар болуы мүмкін, сенде кандидат болуы мүмкін, бірақ сенде тәжірибе болмаса, сен оның ешқайсысын ашып көрсетіп оны дамыта алмайсың. Вот осы мәселе деп ойлаймын. Мен білмеймін бұл мәселені қалай шешетіндігін. Мүмкін тәжірибе деген нәрсені шынымен алып тастау керек. Адамдарда әрбір компанияға, әрбір ұйымға стажерлар дайындайтын бір сектор ашу керек шығар, мүмкін сондай бір бөлім ашу керек шығар, стажерларды, жаңа мамандар дайындайтын. Сол жерлерге көптеп алсын, 10 адамды, 15 адамды ішінен іріктеп 5 адам ғана қалатындай қылып, барлығы оқысын, сол жерде 1 ай болсын, 2 ай болсын, сөйтіп әрбір бір мамандарға келсе болатын шығар. Білмеймін, бірақ онда университет не үшін керек деген сұрақ пайда болады. Білмеймін, ол моментте осы жерде қиын кішкене. Бұл енді бұл жүйелік мәселе. Иә, жүйелік мәселе болып тұр. Жүйелі мәселе, үлкен шешім қажет. Қайтадан осы бір ауыр теманы фан-фактпен алмастырып жіберейін. Бағана айтып жатырмық қой, трайбализм тағы да басқа деп, Дәулет айтып кетті, біз бұл жұмысқа енді өзіміз тұрдық деп. Қарапайым біздің жұмыс енді бір өте күшті жұмыс емес, қарапайым бағана Асын айтқандай оңай нәрселер істейтін жұмыс. Осы жұмысқа тұрған кезде менің анама кейбір адамдар хабарласып, қалай тұрғыздың, қалай кірді, қандай кіретін кодтар бар деген секілді шақырып, түскі асқа шақырып сөйтіп сұраған адамдар да болған, мамадан қандай жолдары бар. Беретін болсақ берейік деп бізде. Сол таңғалдырады да Қазақстан қоғамында осы адамдардың осындай ойлары. Шынымен көп таныстардың балалары қайғырып тұрып жатыр, қалай тұрып жатыр, біреу тұрып жатыр, бірден звондайды ғой, қалай, кім арқылы тұрды деп, біздің де бір баламыз бар еді деген секілді. Бірақ осы жерде Қазақстан негізі контраст, былай қарасаң, бірақ егер сен ол адамдардың да өзі уже ойы сондай болып қалған ғой. Сен егер ақша бермесең, туысқаның болмаса еш жерге жұмысқа кіре алмаймын, сол үшін мен жұмысым жоқ деп отыра береді. Мүмкін олар білмеймін, кішкене болса да тырысса, мүмкін табарым еді деген сияқты ой келеді да. Андай болады ғой. Мысалы сен егер жақсы бір проекттер жасасаң, немесе жақсы бір идеяң болса бір нәрсені шешуге, мысалы барып бір компанияға барып мен осындай мәселені шешіп бере аламын деген сияқты бір ұсыныс жасасаң, мүмкін олар сені қабылдайды. Енді бұл жерде жаңағыдай біз қазір
Астанада отырмыз, біз сондықтан да аймақтарда жұмыс жасап көрген жоқпыз, жұмыс іздеп тырысып көрген жоқпыз, сондай олардың жолымен жүріп көрмедік. Орыстардың подкасттарын тыңдап отырсам, мынандай сөз бар ғой, Мәскеу ол Ресей, Москва не Россия. Мәскеу ол Ресей емес деген. Мүмкін дәл қазіргі біздің жағдайымызда ол Астана ол Қазақстан емес, сондықтан да біз олардың жағдайларын түсіне алмай отырған шығармыз, біз өйткені Астанада салыстырмалы тұрғыда әділетті нарық сияқты. Тырысу қиын сияқты Астанада өзіңді көрсетуге. Менің байқағаным көптеген жоғарғы лауазымды адамдардың өзін ұстауы, орташа лауазымды өздерін масқара ұстайды ғой, бір ойбай, бір қырып тастаған, Тор сияқты, бір Один мен Тор отырған сияқты алдында Супермен үшеуі. И ондай адамдарға өзіңді ашу көрсету да қиын негізінен. Сондықтан да қарым-қатынас дұрыс емес орнатылған халықпен условный элитаның арасында сол үшін де қиын өзіңді көрсету. Бірақ глобалды енді Қазақстанда қазір мәселелер үлкен, жаңағы Аслан айтқан қабілеттері төмен адамдардың дегеннен шығатын вывод ол әрине мектеп немесе университеттерде білім сапасы төмен. Менің бір білетін әңгіме ол, менің әйелімнің құрбысы бухгалтерия оқып бітірген бір жерде, және де ол бухгалтер жұмысқа тұру үшін университет бітіргеннен кейін бухгалтерия курсын сатып алып, соны оқыған. Мен бухгалтерия курс сатып алғаннан кейін ғана ол өзіне сенімді болды, мен бухгалтерияны білемін деп. Сөйтіп бірақ жұмысқа тұрды. Сонда университет жай ғана корочка беру үшін ол өзінің біліміне сенімсіз болды да, мен қазір бір жерге собеседованияға барсам, мен алмаймын, бір сұрақтар қойса, 1С-ді сұрасам, мен білмесем, мен алмау мүмкін деп қорықты да. Соның үшін ол бухгалтерия курсын оқыды, бірақ оған дейін 4 жыл негізі университетте оқыған соны. Сондықтан да, бірақ қазір енді Қазақстан өзгеріп жатыр деп қарайық, және де уақыт беру керек қой әлі де Қазақстанға, ол бір мезетте өзгеріп кетпес. Бірақ негізінен глобалды мәселе ол білім сапасы төмен Қазақстанда. Екіншіден ол көп жастардың жұмысы жоқ, и жаңағы ол тәжірибе мәселесін алып тастау керек шығар, бірақ ол мемлекеттің жүктемесі деп ойлаймын. Менің көрген бір әңгімелер, то есть оқиғалар естіген, Ақмола облысында мысалы жұмыс жоқтықтан адамдар кәдімгі шахтаға түседі, алтын ұрлау үшін, алтын ұрлауға, себебі басқа мүмкіндік жоқ ол жерде жұмыс істеуге. Сол жерден көретін нәрсе, ол сол жердегі шенеуніктердің қызығушылықтары жоқ, акиматтың сол мәселені шешуге, жұмыстық мәселесін шешуге. Әдетте берілетін жауап ол, жасап жатыр, бұйырса болып қалады. Сол ескі Қазақстан қалып қойған, және де ол бәлкім өзгеретін шығар, және де жұмыс беру мәселесін мемлекет тарапынан да шешуге тырысу керек, адамдар жұмысқа тұрғызуға. Бірақ үшінші мәселе бар, сен жұмысқа тұрсаң да, әдетте мемлекеттік жерде жұмысқа кірсең, ол жердегі жалақы жоғары емес, инфляция болып жатыр, инфляция, яғни теңге құнсызданған сайын бізге көп тауарлар басқа жерден келгендіктен олар сен доллармен сатып аласың, және де сәйкесінше теңгемен салыстырғанда оның бағасы өсей береді. Мысалы, түсініп жатсыздар, мысалы бұрын 150 теңге тұратын жұмыртқа енді 250 теңге тұрады, бірақ инфляция болса жалақың өспейді. Және де сол бір жалақыда қаласың, және де ол жалақы бастапқыда ол орташа немесе орташа төменет, бірақ ол сол жалақыда қала береді. Және де бастапқы позицияларда жастарға жалақыда жақсы беріле қоймайды. Жалпы қиын өсу, өмір сүру, және де қатты қиналу керексің. және де осы жерде шынымен Қазақстанның кейсінде Аслан сияқты айтқанда көзді жұмып, продуктивность деп айыру керек, себебі басқаша жасау қиындау, болады, бірақ қиындау негізі шынымен. Білмеймін ау дейсің. Бірақ Қазақстанда негізі жеке сектор жақсы дамып жатыр, Қазақстандық специалисттар немесе әртүрлі предпринимательдер мықты, негізінен. Әртүрлі нелер ашып жатыр, магазиндер, компаниялар, центрлер. Сол жерге қазақтың балаларын жұмысқа тартып жатыр. Қазір мен біраз балаларды білемін, мысалы Қазақ Репабликта жұмыс істейтін. Олар да өздерінің жаңағы брендтерін жасауының арқасында жұмысқа адамдар тартып жатыр, жастар тартып жатыр. Бұл тараптан Қазақстан өз бетінше негізі көп жағдайда біздің қоғам өз-өзін дамытып, өз-өздерін жұмысқа алып, бір-біріне ақшасын көбейтіп, солай өмір сүретін какой-то мемлекет. Даже Екібастұздың кейсінде менің де біраз жаным ашыған. Өйткені Екібастұзға халық көмектесіп жатыр ғой, ақша жинап, бар репосттарда жүріп деген сияқты. Осындай мәселелер бар негізі Қазақстанда. Бірақ әрине уақыт беру керек қазіргі жаңа үкіметке. Мен солай ойлаймын. Үкіметіне мойны отырып алуға да болмайды сияқты. Кез келген мемлекет капитализм арқасында дамыған, қазір дамып жатқан мемлекеттер бар ғой, жеке сектор дамытқан олар.
бизнесмендер дамытқан, ақша құйған, тағы да басқа қылған, байлар дамытқан, сондай кімдер капиталистер дамытқан көп жағдайлар. Сол үшін олардың бір шетінен лоббилары да мықты болған деген сияқты үйтіп кете беруге болады. Бірақ енді Қазақстанның жағдайында да көбінесе жеке сектор дамытып бастау керек секілді. Одан кейін барып мемлекет ілесе бастайды соның арқасында. Анау американдық арманның негізі де соған ғой. Сен тек өзіңе сенуің керексің, өзің табыс табуың керексің, өзің отбасыңды бағуың керексің, өзің алуың керексің деген. Әркім бір саланы таңдап, өзіне ләззат әкелетін, өзін жақсы көретін бір саланы таңдап, сол салада өзінің эксперттілігін арттырып, өзінің жаңағыдай кішігірім болсын кәсібін бастап, немесе сол ашылған кәсіпке барып, соны дамытып, өз қоғамымыздың мәселелерін осылай шешей бастасақ, жай-жайдан әрине бірден бізде үлкен компаниялар пайда болмауы мүмкін, немесе сіз бірден үлкен бизнесмен болып кетпеуіңіз мүмкін. Бірақ осылай ұмтыла берсек, мүмкін болашақта жаңағыдай көп мәселелер шешіледі, көп адамдарға еңбек нарығында мүмкіндіктер пайда болады, және осы нарықтың сұранысына сай мүмкін университеттерде, мектептерде жаңағыдай нарыққа сай оқыта бастайды деген үміт қой. Енді басқа үміттенгеннен басқа біз не істей аламыз енді. Енді осымен қорытындылай келе, жігіттер қалай ойлайсыңдар? Біздің қазіргі жағдайда осы подкасттан кейін сендердің ойларың, жетістікке жету міндетті зат па, немесе міндетті емес па? Менің ойымша ол міндетті зат. Себебі әрқайсымыз жетістікке жетуіміз керек деп өмір сүрсек, біз барынша өзіміздің жеке және де қоғамдық мәселелерді шешуге тырысамыз. Яғни өмір сапамызды жоғарылатуға тырысамыз, мемлекеттің басынан, ата-анамыздың басына отырған проблемаларды алып тастауға тырысамыз, яғни өзіміз құрастырып беріп отқан, немесе жалпы қоғамдағы адамдарға жұмыс тауып беруге, тағы да басқа нәрсеге тырысатын боламыз деп ойлаймын. Сондықтан әрқайсымыз менің ойымша жетістікке жетуге тырысуға міндеттіміз. Біріншіден бүгінгі подкаст өте ауыр подкаст болды, максималды аз әзілдер, бірақ мындай да подкасттар керек шығар, өте маңызды тақырып болды. Менің ойым өзгермейді, менің ойым сол: өмірден ләззат алыңдар. Бастысы өздерің өмірде нақты не керек, соны табыңдар, соны мақсат ретінде қойыңдар. Ол глобалды мақсат болуы мүмкін, ол глобалды емес мақсат болуы мүмкін. Бастысы соған жетіңдер. Бірақ сендердің өмір соңдарында өмірлеріне баға беретін адам, менің ойымша, ол сен өзің. Егер сен өз өміріне өзің қуанышты болсаң, және де солай болатын болса, болды бақыт, яғни сол жеткілікті. Сондықтан да бастысы өзіңді бақытты қылуға тырыс. Бірақ басқаларды бақытты қылып та сен міндетті түрде өзің бақытты бола аласың. Соны да ұмытпаңдар. Мен яғни эгоист болып айтып жатқан жоқпын ешқайсысына. Мен мысалы әйелімді немесе ата-анама бір нәрсе жасасам, мен өте қатты қуанамын. Сол да бір маған да бақыт әкеледі. То есть мына жерде менің беріп жатқан месседжімді дұрыс түсініңіздер. Жалпы мен солай ойлаймын. Ең бастысы бағана айтып кеткендей, мен өзім қолымнан келгенше барлық затты жасадым ба деген сұрақты қоюды ұмытпаңыздар. Ұмытпау керек деп ойлаймын жалпы. Себебі және де ұмытпау керек нәрсе, өмірде барлық нәрсе біздің қолымыздан бола бермейтін нәрселер. Өмірде өте көп нәрселер, сыртқы факторлар, көбінесе бір адамның бөлек бүкіл мемлекеттің де бақылауында тұра алмайтын нәрселер бар. Яғни өмірлік табиғи, геополитикалық, тағы да басқа экономикалық, жалпы тағдырдың өте көп деген әртүрлі тұстары болуы мүмкін. Солардың бәрін жеке адам өзіне ала бермеу керек деп ойлаймын. Мен кесірімнен деп ең бастысы қолынан келгенше затты жасап, өмірде ләззат алып, бақытты болуға тырысу керек деп ойлаймын. Менің айтатыным, барлықтарыңыз оқыған шығарсыздар икигай деген кітапты. Ол жерде айтады, біріншіден сіз өзіңіздің қолыңыздан келетін іспен айналысу керексіз, екіншіден ол айналысатын ісіңіз сізге бақыт сыйлау керек, үшіншіден ол сізге табыс әкелу керек, жаңағыдай қоғамның сіңіріп жатқан дүниелеріне қол жеткізу үшін, төртіншіден ол қоғамның бір мәселесін шешетін адамдарға пайдалы болу керек. Мүмкін осы төрт критерийға сәйкес келетін жолмен жүрсек, іспен айналыссақ, біз жаңағыдай баланс ұстай аламыз, жетістікке де жетеміз, және де өзімізді де бақытсыз сезінбейміз. Сондықтан да мен осы бір инсайтпен, жаңа емес инсайт болса да, осымен қорытындылағым келеді өз ойымды. Ақылжан, саған үлкен рахмет келген үшін біздің подкастқа. Көрермендер, сіздерге де үлкен алғыс білдіреміз. Егер біздің каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгінгі біздің жаза орындайтын адамды анықтадық.
Біздің тех менеджер Бағдәулетке үлкен рахмет осы үшін барлығын жасап отқан. Бізде жазаны орындайтын Дәулет қой. Дәулет. Иә. Дүң. Астына статистиканы жазып кетеміз, кім қанша орысша сөз қосқанын жазып кететін боламыз. Сіздер міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, қандай жазаны түрін орындасын, иә? Барынша қазақ тілін дамытуға қатысты болсын. Дәулетке бір андай қазақша махаббат бір өлеңін айтқызып қойыңдаршы. Иә, солай жасауға да болады. Мына ойын қызық болмайды, өйткені мен ұтыла берем қайта басқа ойын шығарайық. Дәулетте келесі шығарылымға дейін мотивация пайда болды, қазақшаны қаттырақ сөйлеуге. Енді күнделікті өмірде де көбірек қолданады деген үміттеміз. Біздің Telegram каналға кіріп, қай күні сәрсенбі күні жариялайтын боламыз сол видеоны. Сол уақытқа дейін сіздер комментарийға жазып үлгеріңіздер. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.